Қайырлы кеш. Ассаламу алейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Барлықтарыңызға бүгінгі жұма күні тілеген дұғаларыңыздың барлығы қабыл болсын қыздар. Алла тағала бізге қайырлы және жақсы күндерді нәсіп етсін. Алла тағалаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар болсын. Бір-бірімізге жақсылық, дұға тілей отырып бүгінгі эфирімізді бастаймыз. Бұл тақырып қыздар, бүгінгі қойылған тақырып сіздердің жекеге жазған, ылғи да комментарийге, ылғи да жолдайтын сұрақтарыңыздың нәтижесінде туып отырған тақырып. Тақырып шығады, комментарийді өшіреміз. Қыздар, лайк баспайық. Бүгінгі тақырып интимді пластика жайлы. Ең бірінші біз бірнеше сабақты білесіздер, жүйе-жүйемен өткіземіз. Сіздерге ақпарат толығымен түсінікті болу үшін, жақсы қорытылу үшін, иншалла. Яғни ең бірінші бізге пластика, интимді пластика дегеніміз не? Ол не үшін керек бізге? Яғни оның қандай әсері бар, қандай оның соңында нәтижесі не болады, және ол шынында да расында да тиімді ме жоқ па деген сияқты сұрақтардың бүгін арғы бергі жақтарын қарастырамыз сіздермен бірге. Яғни ең бірінші интимді пластика дегеніміз, яғни ол әртүрлі болады, бірнеше бөлікке бөлінеді. Яғни аты айтып тұрғандай бұл пластика қыздар. Яғни беттің де мысалға контурная пластика деген нәрсе бар. Ол не арқылы жасалады? Яғни бұл жерде пластика ретінде әйел адамдардың жыныс ернеуі, яғни половые губы деп айтамыз, екі түрлі. Біз ең бірінші қазір тағы да мен сіздерге тоқталып түсіндіремін, не үшін қалай деген сияқты. Яғни тек қана сыртқы келбетін, сыртқы көрінісін реттеу үшін, сыртқы көрінісін әдемілеу үшін, яғни көп жағдайда ол осы жыныс ернеулеріне қатысты болып жатады. Яғни половые губы, большие половые губы, малые половые губы осыған қатысты болып жатады. Бұл өзгерістер пластиканы қолдану. Сонымен қатар көп жағдайда қазір білесіздер, сұрақ келіп жатады. Лазер арқылы жасарту, қынапты тарылтуға байланысты. Бұл пластика емес, енді бұны жаңағыдай интимное омоложение деп атайды. Яғни тарылтуға байланысты лазер арқылы басқа да методтармен немесе жаңағыдай G нүктесін гиалурон қышқылы арқылы үлкейту, яғни сол арқылы сезімталдылықты көбейту деген сияқты, жаңағыдай жоғарылату деген сияқты да. Әсе, сен Алматы елдер орталығын қосқансың ба? Жоқ, қыздарға маршрут. Яғни сонымен қатар үшінші мәселе бізде тағы да қандай нәрсе бар, көп жағдайда қазір осы қынап, яғни влагалищаға, каналға плазма лифтинг жасау, яғни әйел адамның қанын алып, тура бетке қандай процедуралар жасалса, яғни біздің интимді мүшелерімізге де сондай процедураларды қазір неше түрлі клиникалар ойлап тапты. Енді жалпы тарихына тоқталатын болсақ та, қыздар, не үшін қажет болды, не үшін осындай қажеттілік туды, ол әрине сұраныс болғандықтан, әйелдердің тарапынан сондай өздеріне деген кәдімгідей толыққанды көңіл толмаушылықтың барынан, және бұл да бірдестен олай пайда болған жоқ, яғни оған да осылай алып келді, яғни әсер ету арқылы, реклама арқылы, басқа нәрсе арқылы, яғни осындай үлкен бизнестің басында отырған адамдар түсінді, яғни можно заработать на понижение самооценки женщин деп, яғни әйелдің өзіне өзін көңілі толмаушылық тұрғысына міндетті түрде соған да ақша жасауға болады. Ол жерде жақсы ақша отыр деп та. Жақында ғана бір жерден не оқыған болатынмын, солда айтады, ойлаңыздаршы дейді да, бір күннің ішінде барлық әйелдің өзін өзі бағалауы көтеріліп, өзін өзі қабылдап, сондай күйде ұйқыдан оянатын болса, қаншама бизнес ақшасыз қалатын еді деп, сол сияқты бұл жерде осыған байланысты нәрседе. Яғни қыздар, интимді пластиканың бізге қаншалықты қажет, қаншалықты ол біздің проблемамызды шешеді дегенде, негізінен ол жерде біздің проблемамыздың шешуден гөрі басқа адамдардың қалтасын томпайтуға көбірек жұмыс жасайды да, кейде керісінше біз зиян жасап аламыз. Тура бетпен қалай қыздар интимді мүшемізбен де солай қосып қойшы.
яғни бетке де контурная пластика жаңағыдай гиалурон қышқылын салады, немесе филлер салады, гель салады, сол арқылы көлемін үлкейтеді, иә. Бірақ соның артынан неше түрлі жаңағыдай рецидивтері болып жатады, немесе жаңағыдай последствиялар, қиындықтары, асқынулар болып жатады. Қаншама қыздарда кейде тіпті носогубный складкаға филлер жаңағыдай гель салдырғандықтан инфекция түсіп, іріңдеп, мұрны мүжіліп қалып, сондай қиындықтар болған. Яғни оның міндетті түрде өте зиян последствиялар бар. Енді неге туындады деген нәрседе, қыздар, біз сіздермен бірге қазір ең бірінші анатомияны қарастырамыз. Неге әйелдер осы жыныс ернеулеріне пластика жасауға шешім қабылдады? Себебі олар қандай да бір өздеріндегі ойдың әсерінен олардың жыныс мүшесі бір түрлі әдемі емес деген шешім шығарды. Яғни не себепті ондай шешім қалыптасты? Рекламалардың, немесе жаңағыдай журналдағы суреттердің, жалпы жаңағы бейнелеу өнерлерінде көрсетілген осы әйелдердің мүшелерін қандай қылып көрсетті? Әйелдер ойлады, егер де журналға міне мына жыныс мүшесі осылай болып шығып жатса, егер де осылай бейнеленіп жатса, кейбір қыздар мүмкін порно актрисаларды көрер, иә. Соларда егер осылай бейнеленсе, демек идеальная форма жыныс мүшесінің осындай. Ал менікі қалыпты емес, дұрыс емес деп, ода өзін қабылдамау, жаңағыдай өзіне сенімсіздік пайда болады, өзін өзі жаңағыдай кем санай бастайды. Яғни бізге сыртқы факторлар, яғни ақпарат, телеарна арқылы, журнал арқылы, неше түрлі, білмейміз қай кезде қалай болса да, яғни бір бізге жасанды түрде кәдімгідей идеальный интимді мүшенің формасын жасап берді да. Барлығымыз сосын неге екені солай ойлай бастадық. Және тағы да бір фактор болуы мүмкін, идеальная форма жаңағыдай сыртқы ернеуі, яғни большие половые губы, ішкі ернеуді жаңағыдай жауып тұрады ішінде. Яғни ішкі половые губы шықпай тұрады деген сияқты, иә. Сондықтан да мүмкін солай қабылдаған болуымыз мүмкін. Не себепті? Яғни кішкентай кезде қыз бала бөпе кезінде, иә, қарасаңыздар, бөпе кезде барлығында бірдей болады, иә. Жаңағыдай определенный формада болады. Яғни біз кішкентай кезде өзіміздің жаңағы жыныс мүшемізді солай көргендіктен, және өзімізде кейін босанғаннан кейін кішкентай бөпелерімізде солай гладкий, ештеңе шығып тұрмайды, ештеңе салбырамайды, барлығы орнында, сыртқысы үлкен томпиып тұрады, ішкісі ішінде кіріп тұрады. Соны көргеннен кейін бізде қандай ой қалыптасады? Осылай болуы қажет негізі. Менікі норма емес, менікі ауытқушылық, менікі жаңағыдай дұрыс емес, менікі созылып кеткен, менікі жаңағыдай мүлдем не идеальной форма деген сияқты ойлар туындайды да, әйелдер сосын барып басын қатыра бастайды. Соған бүкіл фокусын аударғандықтан да не болады? Одан сайын көңіл толмаушылық пайда бола береді, сосын іздей бастайды. Сол оның сұранысына қарай клиникаларда, оның үстіне қазір инстаграмда ашсаңыздар, клиникалар неше түрлі суреттерді жариялап жүр. Нормальные половые губы дейді, жаңағыдай кішкентай қыздардікі сияқтын шығарып қояды. Сосын барып ненормальные, некрасивые или нестандартные половые губы дейді да, жаңағы жалбыраған, естеген неше түрін шығарып қояды, кәдімгі 90-100% әйелдерде қандай сондай шығарып қояды. Сосын ол ақпаратты көргеннен кейін де дұрыс ақпарат жоқ әйелдер қалай қалыптасады? Баратта көретті, оказывается, менікі жаңағы нестандартныйға жатады екен, менікі дұрыс емес екен деп өзінен өзі содан қысыла бастайды, қымсына бастайды. Партнерінің алдынан комплекс пайда болады, жыныстық қатынастан сол үшін қаша бастайды. Содан кейін шынымен де оның интимді өмірінде жаңағыдай проблема басталады, өзін сенімсіз сезінгендіктен ол тіпті процестен ләззат алуы да қиын болады. Сондықтан да амал жоқ, барлық нәрсе соған тіреліп тұрғандай көрінеді әйелге. Енді шын мәнінде қалай? Шын мәнінде қыздар, ойлаңыздаршы, былай қарап тұрсаң абсурдта. Қазір айтса сіздерге, барлық әйелдің ерні бірдей болу керек дейсіз, сіздер келісесіздер ма сол нәрсеге? Сол нәрсені қабылдайсыздар ма? Яғни сізге қазір мысалға шығарып, міне қалыпты ер мынандай болу керек, ал сенікі нестандартный дейтін болса, барлық әйел барып клиникаға бірдей формадағы ерін жасататын болса, ол қалай? Дұрыс па, дұрыс емес па? Бізде сондай екен да, біз түріміздің әр алуан болғанын біз дұрыс қабылдаймыз да, ал интимді мүшеміздің
бәрі бірдей болу керек деп ойлаймыз. Осы жерден біздің кеткен қателігіміз екен шын мәнінде. Яғни интимді біздің мүшеміз, оның сыртқы көрінісі, қыздар, қалай түріміз әр алуан болса, оның да сыртқы көрінісі тура солай әр алуан болады. Және жаңағы стандартты форма деген ол өтірік. Ол бала кезде, қыз бала әлі жыныстық толықтай жетілуге аяқ баспаған кезде олай сондай бірдей формада болады. Мысалға қараңыздар, сіздер жаңа жыныстық жетілуге дейін сіздерде төстің, яғни омыраудың формасы барлықтарыңызда бірдей болды ғой? Барлығы бірдей түзу болды, я? Ал жыныстық жетілуден бастап әркімде өзінің денесіне байланысты, өзінің құрылымына байланысты, өзінің геніне байланысты осы төсі әртүрлі формада қалыптасты, я? Және ол жаңағыдай бүкіл төстің, омыраудың міне стандарты мынау дұрыс болуы осындай міне екі жарым размер, ал қалған бәрін стандарт деп ешкім айта алмайды ғой. Тура интимдік мүшеміз де сол сияқты. Негізінен осы проблема, қыздар, 90-шы жылдардан кейін шыққан екен да. Яғни қай кезден бастап мынау интимді зонаны түгелде депиляция жасау кәдімгі трендке, модаға айналып депиляциямен бірге депиляция осы кең етек жайып орын алған кезде осы проблемада былай жалаңаштанған екен. Яғни біздің интимді мүшемізбен осы проблемада шықты да, жалаңаштануымен. Яғни қараңыздар, енді ол бұрынғы көріністерде барлығында бұрынғы жаңағыдай өнер туындыларында әйелдің интимді зоналарын сондай жаңағыдай түкпен бірге бейнелегенде барлығы бірдей болып. Ал кейіннен енді мына 90 жылдардан былай қарай өте сондай негізі енді шугаринг деген нәрсе ежелгі Рим, Гректің кезінде болған. Бірақ осы мына проблема осы кезден бастап былай қарай өте кең етек алған екен да, әйелдердің миына интимді мүшелердің бір стандартта болуын кәдімгідей миларына печат сияқты басқанымен бірдей болып. Шын мәнінде ол алуан түрлі. Қазір соған сіздерге бір мысал келтіремін, қыздар. Қараңыздар, біздің түріміз қандай алуан болса, біздің интимді зонамыздың көрінісі де сондай алуан бола алады. Міне, мына суреттегідей. Мына тақырыпта мен сөйма? Жоқ, алып тастасам болады. Қараңыздар, міне. Өздеріңіз көріп отырғандай, алуан түрлі интимді мүшенің түрі, я? Қараңыздар. Яғни сыртқы ернеу мен ішкі ернеу әртүрлі орналасқан. Біреуде шығып кеткен, біреуде басқа. Мені көрдіңіздер ма? Мынаның өзінде қаншама түрлі форма. Және қыздар, мына нұсқаның барлығы да стандарт. Мына нұсқаның барлығы да әдемі болып саналады, мына нұсқаның барлығы да дұрыс болып саналады. Мынаның ешқайсысы стандарттан ауытқымаған, ешқайсысы да жаңағыдай нормаға сәйкес емес болып табылмайды. Мынаның барлығы считается в пределах нормы. Міне тағы да түрлері. Бұл да мына көріп тұрған көріністеріңізде, бұл да тура сондай, барлығы да нормада. Міне мынандай формалар да нормада. Яғни көрдіңіздер ма, ішкі жаңағы ернеулер. Міне. Міне, мынаның барлығы түгелдей норма, қыздар. Яғни егер де сіздің қазір қандай да бір қайттан нені келтірейін? Қандай да бір себептерге байланысты сіз өзіңіздің интимді мүшеңізді нормаға сай емес, ол дұрыс емес деп ойлап жүрген болсаңыздар, қыздар, қазірден бастап біліңіз, ол норма. Және енді кейбіреулер жаңағыдай сондай статьяларды, нелерді оқып алады да ойлайды. Ол маған кедергісін келтіреді, ол жаңағыдай өте жаман көрінеді, мен партнерымнан ұяламын. Яғни көп жағдайда әйелдердің осы іске баруына сол нәрсе себеп болып жатады екен да. Яғни мен күйеуімнен ұяламын, сондықтан мен соны жасатқым келеді деп. Сіздерге мынаны айтайын, осы бүкіл әлемдік сексологтар барына, Ресейдің сексологтары бар, тура осы мәселеге қатысты сауалнама жүргізген кезде еркек адамдардың ешқашанда әйелдің жаңағыдай детальды түрде интимдік мүшесіне назар аударып, оған баға бермейтінін белгілі болған. Яғни ер адам
әйелдің жалпы образына қарайды, оның өзінің сенімділігіне қарайды, яғни оның өзінің жаңағыдай процестен ләззат алуын бағалайды екен да. Ал оның жаңағыдай жыныс мүшесінің сыртқы ернеуі қандай, ішкі ернеуі қандай, үлкен бе кіші ма, ол мүлдем қызықтырмайды деген. Тіпті сол авторларда еркектерде айтады екен да, еш қашанда біз еркектер өзара әйелдің өзара болсын, іштей болсын, әйелдің интимді мүшесінің жаңағыдай деталін, оның соответственно ернеуін ешқашанда талқыламаймыз. Бірақ та біз неге қараймыз дейді олар, вагинальды каналдың жаңағыдай бұлшықеттерінің тонусына қараймыз. Өйткені ол біздің жаңағы интимді қатынас кезінде сезімділігімізге, біздің қаншалықты ләззат сезуімізге жаңағы әсер етеді деген екен. Яғни ер адамға сіздің жыныс мүшеңіздің түрі маңызды емес, сіздің интимді бұлшықеттеріңіздің қаншалықты күшті, мықты екендігі өте маңызды. Сонымен қатар және мынандай ашылу, мынандай нәрсе бар екен да. Яғни қыз бала жыныстық дамуға жеткеннен кейін, яғни хайыз басталғаннан кейін, ода толыққанды гормондар жұмыс істей бастағаннан кейін міндетті түрде ол ішкі еріннің өсуі, сыртқы ернеуден шығып тұруы, яғни ішкі половой, малые половые губы, на большие половые губы дейміз, соның сыртқа шығуы ол қалыпты және әйел адамның толыққанды жаңағыдай сексуалды түрде жетілгендігін білдіреді екен қыздар. Яғни ол ешқандай да ауытқу емес. Сонымен қатар ол толыққанды дамығанын түсіндіреді. Және қыздар, керісінше біздің қыздарымыз білмей жатады да. Яғни егер де сіздің ішкі ерні үлкен болатын болса, шығып тұратын болса, ол біліңіз да, ол сіздің сезімталдылығыңыз, ол клитордың сезімталдылығы. Сонымен қатар, егер де одан мүлдем жаңағыдай осындай интимді пластика арқылы кесіп алып тастайтын болса, әйел адам қандай да бір деңгейде өзінің сезімталдылығынан айырылып қалады екен да. Яғни түсініңіз, керісінше сіздің кішкентай ернеуіңіз қаншалықты үлкен болатын болса, ол шығып тұратын болса, сіз демек соншалықты темпераменттісіз, сіз демек соншалықты сезімталсыз. Шын мәнінде осындай зерттеулердің нәтижесінде ішкі ернеуі үлкенірек болып келетін әйелдердің сезімталдылығы, сексуальность, жаңағыдай оргазмичності жоғары екендігі анықталған. Ал сіз сол сізге өте сондай қажетті, сізге жаңағыдай ләззатқа неге бастайтын ең бір сезімтал жеріңізді кесіп тастағалы отырсыз да. Ол өте жаңағы білмегендіктен ғой қыздар, біз кез келген нәрсені ақпарат жетіспегендіктен немесе дұрыс емес ақпаратқа қанығып соған алданып қалғандықтан барып жатамыз. Шын мәнінде ол клиникалардың басшылары негізі өзін сондай өте толыққанды құрметтейтін, имиджге жұмыс жасайтын, бірінші орынға пациенттердің денсаулығын қоятын клиникалар ондай дүниемен айналыспайды. Байқасаңыздар, осындай интимді пластикамен айналысатын көпшілік клиникалар, олар косметологиялық клиникалар, гинекологиялық орталықтар, гинекологиялық жаңағыдай клиникалар мұндай нәрсемен айналыспайды. Өйткені олардың врач ретінде өздеріне берген уәделеріне қарсы іс екенін біледі. Яғни олар бұл жақта қаншама ақша тұрған білсе де, оның зиян екенін білгеннен кейін олар оған бас тартады. Көп жағдайда міне бүгіннен бастап бақылап, байқап қарауға тырысып көріңіздер. Осы интимдік пластика, гиалурон қышқылын салу, лазерный омоложение, жаңағы лабиопластика, яғни жаңағы сыртқы ернеуді алып тастау, кішірейту деген нәрсені жасайтын ол процедураның аты лабиопластика деп аталады. Лабиопластиканы жасайтын осындай клиника орталықтардың барлығы негізіне олар гинекологияға маманданбаған, олар жай ғана бетке арналған процедураларды жасайтын клиникалар, контурная пластика, басқа нәрсені жасайтын. Яғни олар толыққанды гинекологиялық әйелдің мәселелерін шешпейді. Яғни тек қана сыртқы көріністі жаңағыдай істеп қояды, бірақ оның болашақта әкелетін қиындықтары бар, өзінің последствиялары бар барлығы.
Немесе ол біздің гинекологиялық проблемалар дегеніміз не? Ол жаңағыдай стрессовое недержание мочи, яғни стресстік жағдайда зәрді ұстай алмай қалу деген нәрсе. Стресстік жағдай болмаса да тіпті жаңағы түшкірген кезде, секірген кезде, жөтелген кезде, сондай кезде егер де зәрді ұстай алмай ол шығып кететін болса, демек сізде қандай да бір деңгейде бұлшықеттер әлсіз деген сөз, сонымен қатар жатырдың төмен түсуі болуы мүмкін деген сөз, уретральды жаңағы каналдардағы сол жердегі бұлшықеттердің әлсіз болуы деген сөз. Бұл проблеманы жаңағы интимді пластика, лабиопластика немесе қынапты тарылтатын неше түрлі лазерное омоложение дегендер қыздар көмектеспейді. Қазір анатомияны түсіндірген кезде көресіздер сіздер. Яғни қараңыздар енді. Яғни түсіндік қой, барлығымыздың интимді мүшеміз бірдей болу деген ондай шарт жоқ. Біз әртүрліміз, сол сияқты біздің интимді мүшеміз де әртүрлі болады. Енді жаңағы қалай жұмыс жасайды біздің бұлшықеттеріміз, жалпы біздің анатомиямыз қалай орналасқан. Міне мынау макет қыздар, мынау біздің жамбас қуысымыз осылай орналасқан. Мынау міне жамбас сүйегі, мына жерде лобок бар бізде, түкті орын. Міне мынау біздің үлкен жыныс ернеуіміз, большие половые губы, мынау міне. Большие половые губы осы. Үлкен жыныс ернеуі, Енді маленькие половые губы дегеніміз осының ішінде тұратын кішкентай тілшік сияқты нәрсе. Ернеу, яғни кіші ернеу деп атаймыз, Енді мынау бізге не екен? Мынау отверстиені көріп тұрсақ, тесік, яғни мынау қынаптың кіре беріс жолы. Ал мына жерде тұрған мына тесік, ол біздің уретральный канал, яғни зәр шығаратын канал, көріп тұрған боларсыздар. Енді лабиопластика жасалған кезде мынаны да алып тастайды, кейде мына үлкен ернеуді де кесіп жатады. Ішіндегісінде кесіп жатады, Сонымен қатар енді қараңыздар, яғни сезімталдылық жоқ. Мына жердің барлығы түгелде қан айналымға, кейде мынау солып қалып деп жатады. Оның барлығы тонус әлсіз болғандықтан, қан айналым дұрыс болмағандықтан, яғни тиісті дәрежеде мына жаққа қоректік зат жетпегендіктен, қоректік зат немен барады? Ол міндетті түрде қанмен бірге барады, Қан мына жақтарға дұрыстап бармаса, онда шынында да мынаның тонусы әлсірейді екен. Енді қараңыздар, яғни түсіндік, лабиопластиканы жасатудың қыздар қажеті жоқ, ол құршығын, сонымен қатар оның қандай последствиясы болуы мүмкін, яғни қандай жаңағыдай оны кесіп алып тастағаннан кейін сіз білмейсіз, қандай хирургқа түсесіз, не болады. Сіздерге кәдімгідей толық түрде гарантировано қыздар, сіздер сезімталдылықты әлде қайда жоғалтасыздар. Яғни ол қосымша клетка, ол жыныстық қатынас кезінде ол жаңағыдай клитормен бірге жанасып жұмыс жасайды, яғни сіздің тезірек оргазмға қол жеткізуіңізге көмектеседі, Сонымен қатар ол әдейі бізге Алла тағала барлығын даналықпен сондай гармонияда жаратқан негізі. Әдейі кейде мынадан шығып үлкен болып тұрады. Не себепті үлкен болады? Өйткені мына қынаптың ашылған, көп жағдайда байқасаңыздар, әйел адам жыныстық өмірге қадам басқаннан кейін, яғни тұрмысқа шыққаннан кейін, сонымен қатар бала босанғаннан кейін, сол нәрсе үлкейеді, немесе жаңағыдай түсі өзгереді, ол енді ол меланин деген гормон бөлінуіне, ферменттің бөлінуіне байланысты. Бірақ та не себепті олай болады? Өйткені бұрын қыз кезде бізде жаңағыдай қыздық пердемен табиғи түрде жабылып, біздің репродуктивті органдарымыз, ішкі әйелдік органдарымыздың барлығы қорғалып тұреді да, табиғи түрде. Енді біз ол нәрседен арылғаннан кейін, жолдың барлығы ашылғаннан кейін, енді табиғи түрде, өзі автоматты түрде мынау жаңағыдай малый половой губы үлкейіп жаңағы өсе бастайды. Себебі не істеу керек? Сыртқы антогенді бүкіл микроорганизмдерден біздің мына іште тұрған, көрдіңіздер ме? Мына іште бізде не тұр? Жатыр тұр, міне жатыр біздің. Мына жерге былай жалғасына іште тұрады былай, мына жақта. Мына жақта жатыр бар. Міне жатырдың алдында бізде, мынау артында бұл тоқ ішек. Мынау бізде, мынау не білесіздер ма?
мынау біздің мочевой пузыріміз, бұл жатырдың астында тұрады. Яғни бұның барлығы біздің ішкі органдарымыз, осыларға инфекция түспес үшін, яғни онтогенді микроорганизмдер түспес үшін, біздің трубаларымыз бітеліп қалмас үшін, трубаларымыздың жан-жақтарының барлығында сол онтогенді микроорганизмдер жайлап, іріңдеп, немесе басқа нәрсе бітеліп қалып, трубаларымызды кейін алып тастайтын жағдайға жетпесі үшін бізде осы ішкі жаңағыдай жыныс ернеуі үлкейіп, сіз кәдімгі жаңағы іш киіммен жүрген кезде, жай жүрген кезде сіздің мынау отверстие, яғни қынаптың кіреберіс жерін жауып тұруға әрекет жасап жұмыс жасайды екен. Ал бізге, біздің организмді сақтауға көмектесіп тұрған сондай органымызды біз аламыз да, бар, сен вообще менің интимді мүшемнің түрін құртып тұрсың, ұнамай тұрсың, әдемілігін бәрін бұзып тұрсың дейміз де, кесіп тастап жатамыз. Сондықтан егер де қайсы біріңіз сондай бір ойда жүрсеңіз, жақтырмай жүрсеңіз, бүгіннен бастап барыңыз да кешірім сұраңыз өзіңіздің интимді мүшеңіздегі кішкентай жыныс ернеуіне, сөйтіңіз де оларға рахмет айтыңыз. Яғни қабылдаңыз. Яғни жыныс мүшелеріңізді де қалай бар солай қабылдаңыздар және біліңіздер. Сосын айтады да, мына біздің научная сексологияда неде сабақта өткен кезде осы жайлы айтады да, негізінен көп жағдайда әйелдер жыныс мүшелеріне өзгерісті өздер жаңағы партнерынан бұрын әйелдер бір-бір үшін өзгерткісі келеді, бір-бірінен ұялады дейді да. Ал бізде мұсылмандардың біз не істейміз, біз әуретімізді бір-бірімізге көрсетпейміз. Негізінен көрдіңіздер ма, даналық қайда жатыр. Осылай ашық-шашық әуретімізді көрсетіп жүре беру деген нәрсе міне біздерді осындай проблемаларға әкеп тіреп жатыр екен. Сондықтан да біз түсінуіміз керек, Алла тағаланың әрбір бізге бұйрығында бізге бір пайда жатыр. Яғни егер де біз сол нәрсені ұстанатын болсақ, біз ешқандай да самооценкамыз страдать етпейді, уайымдамаймыз ол үшін, жақсы қабылдаймыз да, ешқандай да ойымызға алмаймыз оны. Енді лабиопластика туралы сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Яғни ол нәрсе мүлдем бізге қажеті жоқ. Егер де сізде шектен тыс үлкейіп кеткен деп ойлайтын болсаңыз, қыздар, интимді жаттығулар жасаған кезде, қан айналым жақсарған кезде, ол өзінен өзі жинақталып тартылады, қыздар. Тонус жаңағыдай әлсіреп кеткен кезде барлығы солай салбырап кетуі мүмкін. Ал жұмыс жасап біз тонусты реттесек, ол да бізде міндетті түрде реттеледі. Енді қазіргі кезде, бізде видео бар еді ғой, қараңыздаршы, көп жағдайда әйелдер, қыздар, әйелдер бұл процедураларға қалай өтетіндігін білмегендіктен барады да, просто жаңағыдай наркоздың астында жатады, сөйтіп қалай болатынын да білмегендіктен сол нәрсеге оңай шешім қабылдайды да. Ал міне сіздерге әдейі көрсетіп отырмыз, қалайша бұл процестің өтетіндігін, қаншалықты жаңағыдай қорқынышты, қаншалықты жеркенішті, қаншалықты жаңағы өте бір күрделі нәрсе екен. Сондықтан да міне көріңіздер, және сіздер осындай нәрсеге баруға дайынсыздар ма? Міне мынау әдейі жаман қылып өтірік көрсетіп қойған. Мынау ешқандай да не емес, большие не емес, нормальный половые губы негізі. Ешқандай да ауытқу жоқ, бірақ не істеп жатыр? Операция жасап жатыр. Яғни мына жерге общий наркозбен жасалады тағы да. Не үшін? Өйткені айтып тұрмыз ғой, бұл өте сондай сезімтал жер. Яғни біздің қатты сондай сезімтал болуымызға көмектесетін нәрсе еді да, ал біз оны өзіміздің қолымызбен алып тастап жатырмыз. Сондықтан да біз не істеуіміз керек? Ондай шешім қабылдағымыз келіп жүрсе, бас тартуымыз қажет. Өзіміздің де денсаулығымыз үшін, өзіміздің сезімталдылығымызды, чувствительностьімізді жоғалтып алмас үшін, қыздар. Өте сондай сіздерді барынша сол өздеріңізге зиян процедурадан қайтару үшін әдейі жаңағы көріністі көрсетіп жатырмын. Өйткені айтып тұрмын ғой, шынымен де әйел адамдар ол процестің қалай өтетіндігін білмейді де, сол үшін бара береді сол нәрсеге. Енді келесі процедура бізде жаңағыдай бар, лазерное омоложение вагинального канала дейді. Яғни қынаптың жолын лазерлік метод арқылы тарылту. Шын мәнде ол жұмыс істей ма, қаншалықты деген сияқты, қараңыздар. Немесе былай тұрып қой, пластика деген нәрсе, қыздар, бұл гинекологиялық біздің ешқандай проблеманы шешпейді. Зәрді ұстай алмауды шешпейді. Көп клиникалар солай алдаусыратады әйелдерді да. Сіздің жаңағыдай, если у вас недержание мочи, если сізде жыныстық қатынастан мүлдем ләззат сезе алмасаңыз, сезімталдығыңыз төмен болатын болса, келіңіз біз солардың барлығын реттейміз деп. Ол
өтірік. Өйткені мен сіздерге оны қазір мына нәрсемен дәлелдеймін. Кез келген нәрсені біз анатомияға қараймыз, иә. Мынау, қараңыздар, мынау не білесіздер ма? Бұл біздің вагинальды каналдың анатомиясы, яғни біздің вагинальды канал екі бөліктен тұрады. А нүктесі, А бөлігі және Б бөлігі деген, иә. А бөлігі деген ол қынаптың кіреберісі да, Б бөлігі деген оның жоғарғы жағы. Енді қараңыздар, мынаны көріп тұрсыздар ма? Жан жағында мынау қынаптың жан жағы, яғни осындай связка бұлшықеттермен қоршалған. Сонымен қатар қараңыздар, мен сіздерге тағы нені көрсетемін. Видео ма? Жоқ, видео емес. Міне. Мынау біздің осы интимді мүшенің бұл да бір құрылымы. Яғни бұл жерде қарасаңыздар, мынау домалақ тұрған қыздар, бұл біздің қынап жаңағы. Екі жағында тұрған біздің луковито-губчатая мышца деген бұлшық ет. Яғни, міне, түсінікті болу үшін қазір мынаны көріп алыңыздар, мынау екі пияшшық тәріздес, ол бұлшық еттер. Ал соның үстінде тұрған мына қызыл, ол клитор. Яғни біз көп жағдайда клиторды мүшеміздің үстіндегі ғана, мынау ғана деп білеміз, мына жерде де клитор деп осыны жазып қойған. Яғни қазір мен сіздерге мынаны көрсетейін. Міне, мына жерде де бізге клитор деп мына бөлікті ғана көрсеткен, Міне, клитор деп мына бөлікті ғана айтады, яғни капюшонның астында тұрады біздің интимді мүшеміздің үстіңгі жағында. Осыны ғана бізде не дейді? Клитор деп айтады. Шын мәнінде бұл клитордың, былайша айтқан кезде айсбергтің ұшы ғана ғой қыздар, яғни бұл клитордың ұшы ғана екен да, ал шын мәнінде оның негізгі анатомиясы клитордың міне жаңағыдай. Яғни біз көретін жері мына ең басы ғана. Ал оның аяқшалары екі жаққа осылай ұзын болып жалғасып жатыр да, біздің қынаптың айналасындағы мына луковито-губчатая мышцаны жағалап орналасқан. Ал енді бізде жаңағы қынапты сезінуіміз, не сезінбеуіміз, немесе вагинальный оргазм дегеніміз, шын мәнінде вагинальный оргазм дегеніміз ол да клиторға қатысты, осы клиторальный оргазм болып саналады қыздар. Яғни бұл жерде біз вагинальды оргазмды қай кезде сезінеміз, тонусымыз жақсы болады да, мына екі луковито-губчатая мышца қынапқа өте жақын орналасады. Сөйтетте клитордың аяқшалары біздің қынапты былайша айтқан кезде қоршап тұр. Так, мына жерде көріне ме ол? Мұнда көрінбейді. Мына жақта. Мына жерден көрсетейін. Міне, барынша сіздерге анатомиялық жағынан түсінікті болса, сіздер өздеріңізде білесіздер. Мына жерде клитордың басы тұрса, міне мынау влагалище входын осылай мына бұлшық етпен қоршап жатыр да. Енді қараңыздар, біздің вагинальды ләззатты сезінуіміз, оргазмды сезінуіміз, ол вагинальды каналымыздың, ішкі жаңағыдай каналдың мынаның ішінің етінің бір-біріне жақындап қалғанына байланысты емес екен да. Ол мына луковито-губчатая мышцаның мына бұлшық еттің екі жағы онда орналасқан, мынау луковито-губчатая, сосын мына жақта тура солай. Екі жақта мына бұлшық еттің қаншалықты тонусы жақсы және қынапқа қаншалықты жақын орналасып тұр, клитор қаншалықты сыртын қоршап тұр, соған байланысты екен. Яғни вагинальды оргазмда ол біздің клитордың аяқшаларына байланысты. Ал енді біз не істейміз? Біз аламызда жаңағы лазерлік омоложение арқылы ол қалай жүреді? Лазерлік омоложение мына вагинальды каналға салынады. Мынаның ішіне лазерлік құрылғы салынады да, ол толықтай жаңағыдай неше қатпар майларға дейін кететте, мына күйдіріп, мына етті жиырып қояды. Бірақ та ол ешқандай да біздің мына луковито-губчатая мышцамызды жаттықтырмайды, оның тонусын әлсіретпейді, біздің клитордың аяқшаларын жаңағыдай жақындатпайды, Сондықтан да ол ондай гарантия жоқ та, керемет сіз одан нәтиже көресіз деген. Яғни не болады? Керісінше осындай лазерлік, қазір міне видеосын қарай отырыңыздар. Бұл емес қой. Яғни лазерлік
лазерлік неде мысалы ол үлкен бірнеше қатпар етке сондай бір өте үлкен градус жіберген кезде қыздар керісінше кейіп қандай да бір деңгейде әйелдің бойындағы, әйелдің организміндегі рак клеткаларын оятып жібереді екен. Осы соңғы тағы да зерттеулерге байланысты өте жаңағыдай жатыр мойынның рагы, жалпы әйелдің репродуктивті органдарының рагы күрт өсіп кеткен. Нәтижесінде барлығын ол немен байланысты деп зерттеген кезде, сол ракқа шалдыққан адамдардың бүкіл историясын зерттеген кезде, қараған кезде, олардың осыған дейінгі қандай процедураларды өткендерін бәрін зерттеп қараса, көп жағдайда осындай лазерлік процедураларды жасатқан әйелдерде жиі кездескен осындай рак клеткаларының оянып, осындай ауруларға шалдығуы. Яғни ол бізге кері әсерін тигізетін нәрсе. Сондықтан қараңыздар, мұнда жаңағыдай лазер жұмыс жасаған кезде ол тек қана мынаны күйдіреді, ішкі вагинальды каналды күйдіреді толыққанды. Шок алады, былайша айтқан кезде мына бұлшық еттер. Сөйтеді, ол жиырылып қалады. Тіпті бүртік болып қалатыны сондай. Сол клиникалар өзінің услугасын ішіне шлифовка дегенді енгізген, яғни сондай лазерлік омоложение деп, омоложение емес, енді жасалғаннан кейін, біраз уақыттан кейін мынаның қабырғасының барлығын бір сылып, кәдімгідей штукатурка жасағандай бір рет тегістеп өтеді екен. Яғни ол біраз уақыттан кейін оның эффектісінің барлығы өздері де айтады. Мы предупреждаем вас, что эффект это временный деп, яғни біраз уақыттан кейін қайтадан сол қалыпқа келеді, тіпті одан да жаман болуы мүмкін, тіпті енді келесі жолы тағы да тонусы одан сайын әлсіреген кейін ойлаңыздаршы, енді күйген ет қалай болады ол, күйіп қалған ет біраз уақыттан кейін ол бұрынғыдан да жаман болып кетуі мүмкін. Ал енді қайтадан барып лазер жасататын болсаңыз, сіздің эффектіңіз бірінші жасатқандағыдай болмайды, одан да нашар болады, кете береді. Сондықтан бұл процедураны жасайтын кезде де абай болу қажет, қыздар. Ал енді G точкасын сондай сезімтал үлкен қылу үшін гиалурон қышқылын енгіземіз деген рекламаларда көрген боларсыздар. Көп жағдайда сондай процедураны реклама жасап, жарнамалап адамдарды тартып жүр. G точкасы бізде где-то мына іш жақта орналасқанда, ол мына аймақтарда, яғни мына клиторға қарама-қарсы іш жағында бізде G точкасы бар. Яғни бұл жерде де бұл точка G деген отдельно бір ләззат алатын бір орган емес, шын мәнінде бізде ләззатқа жауап беретін жалғыз орган ол клитор. Біздің вагинальный оргазм болсын, біздің клиторальный оргазм болсын, барлығы осы тек қана клитор арқылы жүреді. Точка G да клитор арқылы, яғни ол жай ғана мына клитордың келесі беті ішкі жағыны арқылы не істейді? Ләззат алынады екен. Енді клитордың ішкі жағына осындай гиалурон қышқылы филлер салынғаннан кейін, бастапқы кезде бір стимуляция болуы мүмкін, бірақ біраз уақыттан кейін білесіздер, кез келген ол гиалурон қышқылы ол таралып кетеді. Ал сосын барып не болады? Яғни бұрынғыдан да әлсіреп қалады. Мына шарды үрлеп, оның желін шығарып тастасаңыз не болады? Ол жаңағыдай салбырап қалады. Тура сол сияқты нәрсе біздің осы точка G мен де болады екен. Сосын оған тағы да бұрынғыдан көбірек филлер енгізу керек болады. Бұрынғыдан ары қарай солай кете береді. Бір күні сіз мүлдем сезімталдылықты жоғалтып алуыңыз мүмкін, қыздар. Яғни бұның барлығы, мысалы біздің әріптестік жасайтын бір клиникамыз бар, өте мықты маман гинеколог. Сол мысалға қанша ақша күшті алып келсе де, ондай процедураларды мен клиникада енгізуге қарсымын деп, ең мықты профессионал гинеколог маман айтып, және нағыз жұмыс істейтін метод ол тек қана табиғи жолмен тренировка жасау, интимді жаттығулармен айналысу, тренажермен жұмыс істеу, сол ғана әйел адамға толыққанды сезімталдылықты қамтамасыз ете алады, толыққанды саулықты, және жатырдың төмен түспеуін, және зәрді ұстай алмауы қалуды барлығын ретке келтіретін сол метод қана деп айтқан. Енді қараңыздар, бұл жаңағы метод қалай біздің зәрді ұстай алмай қалуымызды қойдыра алмайды. Қараңыздар, лазерный омоложение оған еш қалай да әсер ете алмайды. Өйткені біздің анатомиямыз былай орналасқан. Мынау міне жатыр, қыздар, матка. Мынау біздің вагинальды каналымыз. Матканың астында міне мынау, көрдіңіздер ма? Бұл біздің зәр қалташасы, яғни не? Мочевой пузырь,
зәр қалташасы мочевой пузырь, яғни мочевой пузырь матканың астында тұр, жатырдың астында тұр. Енді қараңыздар, мынау уретральный канал, зәр шығатын канал, мына жерде де не бар? Бұлшықеттер бар, Енді қараңыздар, қашан біз зәрді ұстай алмай қаламыз? Не себепті ұстай алмай қаламыз? Бірінші, егер де жатыр өзінің дұрыс орналасуынан ауытқып, ол төмен түскен болса. Яғни, ол не істейді? Зәр төмен түскен кезде өзінің астында тұрған зәр қалташасын басып қалады. Яғни, мына жерде, сәл былай төмен қарай жылжыды ма, мынау келеді, мына жерге басады. Сосын, мына жерде тұрған зәр, сіз қатты бір жөтелген кезде, одан сайын қысым жасайды, зәр не істейді, шығып кетеді. Сонымен қатар, мына жердегі бұлшықеттеріне канал, яғни, мына жерде негізі канал ылғи да жабық тұрады. Миға сигнал барған кезде, жаңағыдай кіші дәретке біз барған кезде, сигнал жіберген кезімізде ғана бұл ашылу керек негізі. Ал енді бұл жердің тонусы әлсіреп, жалпына интимдік жамбас қуыстың бұлшықеттерінің барлығы әлсіреп, интимді жаңағыдай мүшелеріміздің бүкіл бұлшықеттері әлсіреген кезде, мынау бізге ми сигнал жібермей-ақ сәл ғана бір қимыл іс-әрекет болатын болса, оқыстан өзінен өзі ашылып кетеді, зәр шығып кетеді. Сол кезде бізден жаңағыдай зәр шығып кетеді екен. Енді қараңыздар, мына жердегі вагинальды каналды жаңағыдай лазер арқылы бұлшықеттерін жиырып қойып жатқан нәрсе қалай мына жаққа әсер ете алады? Әсер ете алмайды, ол ешқалай да әсер ете алмайды. Ол біздің вагинальды каналды кішірейтіп жатқан нәрсе мына жатырдың жоғары көтерілуін қамтамасыз ете алмайды. Өйткені мына жақта тұр, ол мүлдем бір-біріне қатысы жоқ нәрсе. Сонымен қатар мына жаққа да ол ешқандай да әсер ете алмайды. Бізде тек қана мына кіреберісті ғана әдемілеп қояды. Получается, қонақ келгенде сіз үйіңіздің кіретін жерін ғана жинап қойдыңызда, арғы бөлмелеріңіздің барлығы шашылып жатыр деген сияқты ғой, тура сондай. Яғни сізде керісінше сіз мына жақты реттеп қойып, ал мына жатыр, мына жақтың барлығы төмен түсіп, одан сайын асқынуға келіп жатуы мүмкін. Енді кім осындай интимді пластиканы жасай алады? Егер де босанған кезде сізде қатты разрыв болып, кәдімгідей промежность дейміз, осы интимді мүшелеріңіз дұрыс тікпесе, мүлдем дұрыс қайттан қалыптаспаған болса, сізге ама ол кезде қалыпқа келтіру үшін реттеуге болады. Яғни бұл пластика біздің гинекологиялық мәселелерді шешпейді. Ал мынау енді жатырдың төмен түсуіне байланысты операциялар жасалады. Егер жатыр төмен түсіп кеткен болса, ол бірақ ондай пластика емес, ол гинекологиялық операцияларды жасайтын сондай арнайы медициналық мекемеде жасалады, Ол жерде не істелінеді? Мына жатырды көтереді, мына жақты жаңағы тігіп қояды. Бірақ ол міндетті түрде ондай операциядан кейін де айтады, кішкене қалыпқа келгеннен кейін міндетті түрде интимді жаттығулар жасап, ылғи да мынаны поддержка жасауыңыз керек. Әйтпесе сіз қайтадан сол қалыпқа келіп қайтып төмен түсіп кетуі мүмкін деп. Яғни ең дұрыс шешім қыздар бізде негізі интимді жаттығулар екен. Уақытында өзіміздің денсаулығымызды қолға алу сол бізге нағыз дұрыс шешімді береді екен, былайша айтқан кезде. Яғни біздің көрдіңіздер ғой, қалайша бір-біріне жұмыс жасайды, яғни бізге өтірік ақпарат таратылып жатыр. Лазер арқылы сенің зәріңді ұстай алмайтыныңды да реттейміз, жыныс мүшеңді де жоғары көтереміз, барлығы реттеледі деген ақпараттар шындыққа жанаспайды. Енді бізге не істеуге болады? Осындай нәрселер болмас үшін біз мына бұлшықеттерді жаттықтырамыз. Көрдіңіздер ме? Біздің интимді мүшелеріміз бұлшықеттерден тұрады. Осы бұлшықеттерді жаттықтыруымыз қажет. Оған не керек? Бізге ең бірінші мына бұлшықеттерді бөліп басқаруымыз керек. Яғни іштің бұлшықеттерінен мына жыныс мүшелеріміздің бұлшықеттерін бөліп басқаруды үйренуіміз керек. Ең бірінші, яғни біз қылықты әйелдің бірінші этапында осы базалық жаттығуларды үйренеміз де. Яғни мына жерде қараңыздар, мынау жаңағыдай луковито-губчатая мышца, мына жерде анальный сфинктер, вагинальный сфинктер деп мына бөлінеді. Мына ең үлкен ол жаңағыдай аналь тесігі. Яғни мына бұлшықет бізде әлсіз болған кезде бізде геморрой орын алады, геморрой шығып кетеді. Геморройдың шығуы да ол да осы жамбас қуысы бұлшықеттерінің әлсіздігін білдіреді, қыздар. Сонымен қатар интимді
бұлшықеттеріміз мына жақтағынан барлығы бір-бірінен байланысып тұрған связкаларымыздың барлығы әлсіз болған кезде мына жатыр орнынан төмен түсіп кетеді екен. Осының барлығы болмас үшін бізге интимді жаттығулар ауадай қажет. Ал енді ойлауымыз мүмкін, кегел жаттығуын жасап жүре берсем бәрі дұрыс бола ма деп. Кегел жаттығуы бізге нәтиже беру үшін біздер негізгі осы интимді жаттығулардың базасы мына бұлшықеттерді бөліп басқаруды, іштің бұлшықеттерінен интимді бұлшықеттерді бөліп басқаруды үйренуіміз керек. Яғни біз бірінші этапта соны үйренеміз сіздермен. Яғни тренажерсыз метод арқылы біз ең бірінші осы бұлшықеттерімізді бөліп басқаруды үйренеміз. Бірден тренажерға өтуге болмайды, өйткені ең бірінші дұрыс тыныс алуды игереміз. Содан кейін барып біз осы интимді бұлшықеттерімізді бөліп басқарып, миымен байланыстырамыз. Ми мен мына бұлшықеттеріміздің арасында бізде қазір байланыс жоқ. Өйткені ұмыт қалғанымыздан бәрін қазір интимді мүшелеріңді қыс десе, бізде іш барлығы бірге қысылады. Мысалға, қазір де жасап көрсеңіздер болады. Барлық жаңағы интимдік мүшелеріңізді анусты, влагалищен қысыңыз десем, сіз ішіңізді бірге қысасыз, іштің бұлшықеттерін бірге. Яғни бізде қазір сигнал бір бұйрыққа екі әрекет жасап тұрмыз. Миымызға интимді бұлшықеттерімізді қыс десең, ми не істейді? Іштің бұлшықеттерін қысады, содан кейін интимді бұлшықеттер қысылады, иә? Яғни екеуінің біреуі бөлек-бөлек жұмыс жасамайды. Біз соған екеуін бөлуге арналған комплексті жаттығулар береміз. Бірінші этапта ол нәрселерді игеріп алмай, кегел жаттығуыңызда сізге пайда бермейді. Өйткені сіз қысып жұмасыз, ішті қыса бергеннен кейін, іштің бұлшықеттерін, интимді бұлшықеттерінен бөліп алмағаннан кейін, керісінше сіз ішкі қысымды көбейтіп жібересіз. Ішкі внутрибрюшное давление. Внутрибрюшное давление өскеннен кейін керісінше ол не болады? Яғни біз диафрагма арқылы мына ішімізді басамыз да, ол келетте біздің ішкі органдарымыздың барлығын итереді екен. Яғни біз қайта жатырымызды төмен түсіріп жіберуіміз мүмкін, егерде кегел жаттығуын осы базалық жаттығуларды дұрыс реттеп жасамайтын болса. Сосын бірінші этаптан сіздер өткеннен кейін, қыздар, бізде екінші этап беріледі. Бірінші этапта программа өте ауқымды. Ол жерде сіздер жалпы әйелдің дамуында қатар жүру керек нәрселер бар, самооценка, рухани, физикалық түрде дамуымыз керек, және тұлғалық түрде, интеллектуалдық түрде дамуымыз керек. Біз бірінші этапта осы үш бағытта бірдей дамимыз. Яғни біздің негізгі әйел деген профессиямызды толыққанды игеруге жұмыс жасаймыз. Өзімізді танимыз, ішкі әлемімізге үңілеміз, бізге өмірімізге кедергі келтіріп жүрген блоктардан арыламыз, отношениямызды дұрыстаймыз. Егер де жаңағыдай күйеуімізбен қарым-қатынасымыз дұрыс болмай жүрсе, әйел адамға өзінің денсаулығына қарауға, оның интимдік өмірін сапаландыра түсуге ешқандай да қауқары болмайды, сондықтан да барлығы, яғни ол жерде психология, рухани тұрғыда, физиология және осы анатомия бар, осы жаңағыдай интимдік жаттығулар барлығы бірге программа өте ауқымды, барлығы ішіне кірістірілген да негізі. Әйел адамға, әйел баласына не керек, өзіңді табу, түсіну, айналамен жаңағыдай қарым-қатынас қалыптастыру деген сияқты. Сосын әбден біз рухани тұрғыда өскеннен кейін, базалық жаттығуларды игергеннен кейін біз сіздермен екінші этапқа ары қарай өзіміздің интимдік сауаттылығымызды, өзіміздің раскрепощениямызды арттыруға ары қарай жұмыс жасаймыз. Интимді бұлшықеттерімізді, базалық жаттығуларды үйреніп, бөліп басқаруды үйреніп, іштің бұлшықеттерінен интимді бұлшықеттерімізді екеуін ажыратып, мимен байланыс орнатып, достасып алғаннан кейін екінші этапта мынандай тренажермен жұмыс жасаймыз. Бұл тренажер лазер тренажеры деп аталады. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Бұл ешқандай да ішке лазер кіретін немесе басқа емес. Яғни мына лазерлік указкасына бола, бұл лазер деп аталады. Мына лазерлік указка арқылы біз өзіміздің вагинальды каналымыздың қаншалықты мықты екенін өлшеп біле аламыз. Яғни амплитудасын анықтаймыз. Кәдімгі өлшем бірлігін қаншалықты біздің тонусымыз мықты екендігін өлшеп біле аламыз. Және соны нығайтуға осымен жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар сол өсіру арқылы біздегі жаңағы шынымен де бүкіл бұлшықеттер жұмыс жасайды да, бізде зәрісті ұстай алмау, жатырды жаңағыдай
көтеру деген сияқты процесстер жүріп, өзінен өзі бізде жаңағы омоложение жүреді, иә. Содан кейін тағы да екінші тренажер бізде. Онымен де жұмыс жасайсыздар. Әрқайсыңызға міне осындай мынаның сыртында тағы да өзінің упаковкасы бар. Және міне мынау вагинальды шар сіздерге жол тартады екінші этапқа жазылатын қыздарға, иә. Яғни осы екі тренажерді аласыздар. Екінші тренажер мынандай вагинальды шар. Міне барлығы көрдіңіздер ме қалай? Упаковка жасалған. Мен осы мүшесі болып табылатын федерацияның өзі жасайды бұны, өзі өндіруші болып табылады. Мынандай вагинальды шар, яғни мынау қынапқа салынады. Мынау медициналық полимер заттан жасалған. Толыққанды ешқандай да аллергиялық реакцияға түспейді. Біздің қынаптағы щелочной, жаңағыдай среда, щелочная среда дейміз, яғни қышқылды ортамен ешқандай да әрекеттеспейді, химиялық реакцияға түспейді. Мынау ешқандай мына жерде зазор, бір тесік, ештеңе жоқ. Мына выделение бір нәрсе ішіне кіріп кетіп тұрып қалып, ол жақта инфекция ештеңе дамымайды. Және біз оңай қайтадан шығарып алуымыз үшін мынандай өзінің жібі бар, иә, жіп сияқты. Бұл да жаңа пластик сияқты дүниеден жасалған, өте сондай приятный, на ощупь тоже ұстағанға да өте сондай әдемі, не салмағы да. Бұл барлығы зерттеліп, әйел адамдардың физиологиясын, анатомиясын зерттей отырып, мынаның пішіні барлығы соған сай түрде жасақталған. Яғни біз не істейміз? Ол сабақта біз сатылап өтіп отырамыз да, осымен салып арнайы жаттығулар беріледі. Жаңағы жатырды көтеруге байланысты, бұлшықеттердің барлығын жұмыс жасатуға байланысты, барлығы пошагово сіздерде сабақта беріліп отырады. Бұны қалай күтесіз, қалай тазалайсыз, қалай дезинфекция жасайсыз, мынамен қанша уақыт айналысасыз, қалай мынаның тағы да өлшейтін өзінің лентасы бар. Лентасын ілесіздер, 2 метр арыға тұрасыздар, иә. Яғни 2 апта жұмыс жасағаннан кейін-ақ, егер де тұрақты түрде күнде 15 минуттан кем емес жұмыс жасағаннан кейін-ақ сіздерде жаңағыдай өте керемет нәтижелер болады. Негізі бірінші этапта сіздер уже тренажерсыз бұлшықеттерді бөліп басқарып жұмыс жасағаннан-ақ өте үлкен нәтижелерге жетесіздер. Біз ары қарай соны сіздермен бірге жалғастырып, мына тренажерлармен жақсылап тұрып бекітеміз. Және Науле, Удиана, жаңағыдай неше түрлі техникалар беріледі, өте көп техникалар, және сол техникаларды практика жүзінде қалай қолдана аламыз, яғни денсаулығымызды қалай реттейміз, және біз интимдік өмірімізде соның барлық осы білімімізді қалай қолдана аламыз деген нәрсе біздің видео ретінде модель пайдаланыла отырып сіздерге барлығы кәдімгідей өте түсінікті тілде жеткізіледі. Енді қазір сіздерде міндетті түрде сабақтың құнына байланысты сұрақ болады, ол қараңыздар. Енді біз осы бүгін тақырыпқа дайындалған кезде қыздар барлық клиникаларға, осы Алматыдағы клиникаларға хабарласып сұрадық. Жаңағыдай интимді пластика қанша тұрады, лазерлік коррекция, омоложение қанша тұрады, гиалурон салу қанша тұрады деп. Ең төмен баға бір процедураға 50 мың, оған ішіне тағы түкте кірмейді. Бір рет жай ғана барып жасата салу біреу ғана 50 мыңнан жоғары. Консультациясы, одан бөлек консультациясы бөлек ақша тұрады. Одан кейін жаңағыдай шлифовка обязательно жасалады екен, ол бөлек ақша тұрады. Және одан нәтиже жоқ. Біраз уақыттан кейін-ақ ол нәтижесі нөлге айналады да, сіз қайтадан соны жасату керексіз. Яғни керісінше сезімталдығыңызды жоғалтып аласыз, немесе жаңағыдай лазерлік коррекция ол тіптен қымбатырақ тұрады, нелердің бәрін. Және ол 300 мыңға дейін барады екен оның бағасы, және ол бірнеше процедураны қажет етеді, және ол түбінде бәрібір сіз ойлаған эффекті бермейді. Ал енді қараңыздар, сіздерде екінші альтернатива бар, табиғи жолмен ешқандай да рискке бармай-ақ өзіңіз жұмыс жасай отырып, өмірді жаңағы қалаған кезге дейін нәтижені алуға. Ешқандай да ондай үлкен шығындар жасамай, үйде отырып, және оның нәтижесі қалай болады деп уайымдамай, ең бастысы солай жұмыс жасау әлде қайда сізге тиімдірек. Себебі ертең
босанған кезде де сізге өте жаңағыдай тонусы жақсы бұлшықеттер тек қана көмек береді сізге, иә, тек қана дұрыс жаңағыдай баланы аман есен, ешқандай разрывсыз дүниеге әкелуге көмектеседі. Ал бәрібір жаңа айтады, лазерлік коррекцияда да, лабиопластикадан кейін де я бала тууға болады дейді, бірақ та оған сізге нәтижесіне ешкім ешқандай кепілдік бермейді қалай болатын, иә. Әбден жиырылып қалған, қандай да бір клеткалар өліп қалған бұлшықеттер ондай нагрузка кезінде жыртылып кетуі мүмкін, немесе жаңағыдай тігілген жерлер, лабиопластиканың кезінде барыбір ол кесіп тастағаннан кейін ол тігіледі, иә, сол нәрсенің барлығы ажырап кетуі мүмкін. Ешкім ондай последствияларға кепілдік бермейді. Ал енді мына жерде сіздер офлайн түрде қыздар, иә, көп мысалы орталықтар тек қана Наоли мен Удиана практикасының өзін қаншама теңгеден сатып жатыр. Яғни бұл жерде сіз өзіңіз жаңа қалаған әдемілікті де аласыз. Яғни интимдік жаттығудың көмегімен қыздар мыналмен жаттыққаннан кейін жаңағы интимді мүшелердің сыртқы көрінісі жұмыр және әдемі бола бастайды. Өйткені қан айналым қайта-қайта күніге жақсарғаннан кейін ол тартылады кәдімгідей, кішірейеді, тонусы жақсарады, яғни жиырылады өзінен өзі, иә. Екінші не істейді? Табиғи жолмен бұлшықеттер жаттыққаннан кейін луковито-губчатая мышцамыз біздің тонусы жақсарады да, жаңағы клитордың аяқшалары барынша біздің қынапқа жақындай түседі. Содан кейін біз вагинальды оргазмды сезетін жақсы сезімталдылыққа күш жеткізе аламыз, иә. Біздің точка жиымыз да жақсы бола бастайды. Сонымен қатар біз ең жақсы нәрсе жатырымыздың сау болуына, оның түсіп кетпеуіне жағдай жасаймыз, иә, оны көтереміз. Мына жақтағы связкалардың бәрін реттейміз. Мына зәр шығаратын мочевой пузырь мен оның каналдарының барлығы бұлшықеттері, мына жақтың барлығы бірге жұмыс жасағаннан кейін мынаның барлығы да нығаятта көтеріледі. Вакуум, жаңағыдай Удиана, Наоли практикаларында бүкіл ішкі органдарға массаж болады. Сонымен қатар табиғи түрдегі лапароскопия сияқты эффект береді, сіздердің жаңағыдай трубалардың бітелмеуіне, олардың да қажетті жағдайда оттегі жұтып тұруына қамтамасыз етеді осы практикалар. Сонымен қатар гормоналды фонды дұрыстайды, иә, жалпы денсаулыққа байланысты. Яғни мына яичниктердің барлығын сау болып, сіз уақытынан бұрын климакстың келуі басқа деген сияқты проблемалардан да аулақ боласыз. Яғни сіз мысалға қазір өзіңіздің денсаулығыңызға, өзіңіздің өміріңізге, интимді өміріңізді сапаландыруға, рухани жағдайыңызға, өзіңізді табуға, жалпы тұлғалық дамуыңызға инвестиция салатын болсаңыз, Алла қаласа, сіз болашақта қаншама шығыннан құтыласыз, иә. Өйткені мына жатыр түсіп кететін болса, бірінші, екінші стадиясының өзінің операциясы қаншама ақша тұрады қыздар, және одан кейін қанша уақыт қалыпқа келеді, және одан ешкім гарантия бермейді, ол бітті, сонымен жазылды толыққанды деп, тағы да қайталап қалатын жағдайлар өте көп. Бәрібір жатыр түсіп қиналып, общий наркозбен қаншама ақшаға операция жасатқаннан кейін де сізге айтады, сосын енді интимдік жаттығу жаса, әйтпесе мынау қайттан түсіп кетеді деп сіздерге врач айтады. Сондықтан оның барлығын бастан өткізбей-ақ, Алланың қалауымен, міне қыздар, бұрындары бұл білімдер жоқ болды мүлдем, бізге жетпеді, иә. Аллаға шүкір, қазір қол жетімді болып жатыр. Қазақ тілді аудиториясына мүлдем жоқ болды, қазірдің өзіне енді келіп жатыр да. Бірақ шын мәнінде бұл өте құнды және негізі қымбат білімдер қыздар. Бұрындары тек қана ақсүйектерге тиесілі болған білімдер, альхамдулилля, әрбір қыз келіншекке алып, білімді алып, пайдалы өзінің қажетіне жаратуға толыққанды мүмкіндігі бар. Және сонымен қатар ол әйелдік энергетика, сексуалды энергетика, қарым-қатынас, ол бонус плюстары енді өте көп. Мен қазір тек қана әйелдің денсаулық тұрғысынан айтып жатырмын. Себебі біз мұндай нәрсеге ең бірінші өзіміз үшін осознанно келуіміз керек та. Күйеуімізге күшті класс көрсету үшін емес, оған күшті сезім, ләззат, оргазм сыйлау үшін емес, ең бірінші әрқайсымыз саналы түрде өзіміздің болашақтағы денсаулығымыз үшін келуіміз керек. Сондықтан да бұл жерде осы жаттығумен айналысып сабаққа жазылатын болсаңыздар, сонымен қатар сіздерге скидкаларды да дайындап отырмыз да, 2 этапты бірдей сатып алуға болады. Бірінші этапқа қыздар 1 сентябрьге дейін 24 мың акция болып тұр бізде. Ал екінші этап, ол жақта енді тек қана техникалар, ол жақтың білімі енді одан да ұшан теңіз, иә, тек қана техникалар, осы тренажермен жұмыс, ол жаңағы ақшаға тренажер да кіреді, иә. Мына тренажердің өзі мысалы тек қана Москвадан келеді, ол біздің өзіміздің ғана алуға
құқығымыз бар. Сертификатталған тренерлардың ғана бізге ғана беріледі, иә. Яғни бұл тренажермен қосқан кезде сіздерде қазір 10 сентябрьге дейін 89 000 теңгеге алуға жаңағы мүмкіндіктеріңіз бар. Тегін доставкамен. Және тегін доставка жасап береміз сіздерге. Сонымен қатар қыздар қараңыздар, негізгі баға 144 000. Бәрін қосқанда да, бірінші, екінші етапты қосқанда. Яғни сіздер Бірінші етапты қоспай еще оған. Бірінші етапты қоспағанда 144. Бірінші етапты қоспаған кезде 144 000 теңге екен да. Ал сіздер қазірге екінші етапты тренажерді және бірінші етапты тегін ала аласыздар. Және тағы да қосымша скидка болып тұр. Общий 34 000 теңге ма, қанша? 34 000 теңге эконом. 34 000 теңге эконом жасап тұрсыздар. Яғни қыздар, негізі бізде мына екінші этаптың курсы октябрьде басталады. Қазірден бастап взнос жасап, сіз осы тіркеліп қойсаңыз, сіз 20 сентябрьде басталатын бірінші этаптағы қылықта елге тегін қатысасыз. Сөйтесізде бір ай осы бірінші этапты өтіп, октябрьде сразу екінші этапты бастап кетесіз. Комплексті түрде сіздерге өте тиімді негізі. Қалай қыздар, бүгінгі ақпарат сіздерге қаншалықты пайдалы болды? Өздеріңіздің жыныс мүшелеріңізді қабылдадыңыздар ма? Қараңыздар да қыздар, негізі эрозия болса қатысуға бола ма? Болады. Керісінше қан айналымның жақсы болғаннан бірінші этапқа қатыса бересіздер. Қан айналым жақсарады, жаттығу. Және біз қыздар тек қана ауызбен емес, Құдай қаласа осы сабақтарда біз сіздермен интимді мүшелерімізбен демалып үйренеміз да. Яғни о жақпен де кислород тартамыз. Ал енді кислород барғаннан кейін міндетті түрде ол жақта жақсы әрекеттер жүреді. Жағымсыз иістен қалай құтылуға болады? Бірінші барып тексерілу керек. Не себепті жағымсыз иіс орын алып жатыр? Негізі ол инфекциялардың белгісі болуы мүмкін. Бөліп төлеу бар қыздар. Айтып тұрмын ғой, сіздерге әйтеуір қол жетімді болу үшін барынша жағдай қарастырып жатырмыз. Қараңыздар, негізі сабақтың бағасы 53 000 теңге да қыздар. Оған біз бәрін бөлек сала қылмайық деп, мына екі тренажерді бірге қосып қойдық. Және біз сіздерге бірінші этапты тегін беріп тұрмыз да. Осынша ақпарат, не бірінші этаптың программасын осында қатысқан қыздар болса, қолдарыңызды көтеріп бөлісіп қойыңыздар, қыздар. Қаншалықты бірінші этаптың программасы насыщенный және пайдалы. Прямой эфир сақталады, бөліп төлеуге болады. Аяқ ауыр әйел қатысса болады ма? Аяқ ауыр келіншектер, сіздерде қандай қай неделядасыздар, соған байланысты. Марганцовкамен жуынуға болмайды қойда дейді. Конечно, болмайды, ол күйдіріп тастайды. Мен қалып қойдым ба қынапты тарылту бойынша курстан дейді. Қалған жоқсыз, үлгересіз әлі. Эрозияны күйдірдім, жаттығу істеуге. Әрине сізге керісінше істеу керек енді. Эрозияға байланысты бізде бірінші этапта бөлек кәдімгідей вебинар лекция бар. Жалпы не істеу керек, қалай істеу керек деген сияқты ақпараттар өте көп. Плазма лифтинг туралы да қыздар, плазма лифтинг негізі өте опасно, өйткені ол жерде шприц кіреді, не істейді, сосын бәрібір қанның құрамын толықта ол тексере алмайсыз, артық қыламын деп тыртық қылып алуға болады. Негізі ол фиброздарды, фиброз деген нәрсе бар, яғни темір кірген жерде сондай фиброз пайда болады, домалақ қатты. Содан абайлау керек. Матка неден қисаяды? Әр түрлі фактор бар қыздар. Ауыр көтергеннен қисаяды, жаңа нагрузкадан қисаяды, босанудың барысында сондай бір түрлі дүниелер болуы мүмкін. Не болмаса босанғаннан кейін дұрыс жаңадай күтінбегеннен, дұрыс қалыпқа келмегеннен де сондай болып қалуы мүмкін. Уже врачтар климакс қойып қойсашы дейді. Ешқандай қорқынышты емес, алтыным сол. Бізде 53 жаста климаксы давно басталып кеткен апайымыз келіп, сабаққа қатысып, өте активная болып, етекірі қайтадан келіп, күйеуімен медовый месяцқа кеткен. Так что это не страшно. Гормоналдық фон дұрысталса, оның барлығы иншалла реттелетін нәрсе. Тіпті климакс келген күннің өзінде де қыздар, интимді жаттығу бізге керек айналысу. Себебі климакс деген не ол? Жұмыс істемей қалып тұрса репродуктив органдар. Бұрынға қарағанда қан айналым нашар деген сөз. Климакс келгеннен кейін миома көп әйелде пайда болады. Өйткені миома дегеніміз не? Миома дегеніміз қан айналым нашар болғандықтан әр жерде жаңағыдай қанның үйіп тұрып қалады да, сосын барып жаңағы түйін болып өседі.
образование, на новообразование дейді репродуктивной системе органдарда, иә. Сондықтан да, так, маткасы жоқ адамға тренажер керек пе? Конечно, керек, қыздар. Бұл жер вагинальный каналды сіз жаттықтырасыз ғой, бұлшықеттер жаттықтырасыз, иә. Керісінше матка қандай да бір деңгейде сіздің ішкі органдарыңызды ұстап тұрады, бауырды, бүйректі, иә. Ал енді ол жерде матка жоқ. Сондықтан да бізге бәрібір бұлшықеттеріміз, связкаларымыз жақсы болу үшін жаттығу керек. Және қыздар, матканың бар жоқ болуы біздің интимдік өмірімізге ешқандай да әсер етпейді. Яғни сіздің оргазмыңыз алуыңызға көп келіншектер ойлайды, мен маткам жоқ болды енді деген сияқты да. Жаңа самооценкасына қатты әсер етеді, енді күйеуіме ажырастым екен, мен маткам жоқ қой деген сияқты да. Ол ешқандай да ондай сіздің интимді өміріңізге, сіздің ләззат алуыңызға ол әсер етпейді. Керісінше маткаңыз болмаса да келіп, вагинальды каналды жаттықтырып, связкаларды жақсылап жұмыс жасату керек. Екінші этап қыз балаларға болады ма? Қыз балалар екінші этапқа, жандарым, сол сіздер, бізде ана практикалар бар, наули деген сияқты, соларды үйрене аласыздар, бірақ тренажермен жұмыс жасай алмайсыздар. Я екінші этапқа тек қана жыныстық қатынаспен өмір сүретін арулар ғана, яғни күйеудегі келіншектер ғана қатыса алады. Ал бірінші этапқа қыздар, керісінше бойдақ қыздар, тұрмысқа шықпаған бірінші этапқа міндетті түрде қатысыңыздар. Қатынас барысында влагалищеден сұйықтық көп бөлініп, ер адамға ыңғайсыздық тудырады. Сұйықтықты қалай басқарамыз? Қыздар, ол қате түсінік, ол туралы бізде бірінші этапта толыққанды, ол енді қазір мен аз уақыттың ішінде сізге ашып бере алмаймын. Барынша біз ол жерде түсіндіреміз. Ол не екендігін, неге олай бөлінетіндігін. Сізге мен қатыса алмай жүрмін, қаражатқа байланысты дейді. Жақсылап ниет етіңіз, кез келген амалдарымыз ниетімізге қарай болады. Және қыздар, шын қаласақ, Алла тағала өз ретін тауып береді. Я, шын ниеттеніп, мен қатысамын деп дұға сұрап, міндетті түрде иншалла болады. Так, виржинстар гелі жатырды жиыруға көмектеседі. Ол өтірік. Жатырды, во-первых, ол сонда жатыр дегеніміз ол матка, я. Сонда виржинстарды қолмен соғана жатырға дейін жеткізіп жағасыз ба? Это нереально өтірік ақпараттар. Біріншіден, екіншіден, олар химиялық жолмен, я, влагалищені күйдіретте жиырып тастайды. Бір қабат терісін бәрін сылып түсіреді. Это получается химический ожог болады. Химический ожогтың артында, және ол қатты жиырылып қалып жыныстық қатынасқа барған кезде, кәдімгідей насос сияқты болады. Қатты жыныстық қатынасқа ондай кезде чка-палочка дегендерді пайдаланып жыныстық қатынасқа түскеннен кейін, кәдімгідей насоспен жатырды сыртқа тартып атқандай эффект болады да, көп жағдайда ол опущение маткиге алып келеді. Сондықтан ондай жалқауларға арналған химиялық реакцияға түсіріп, біздің қыздар енді ол ішкі органға қалай оған сіз бір күмәнді дүниелерді аласыз да кіргізе бересіз. Это абсурд просто, я, өзімізді ондай нәрсені өзіне өзі жаны ашымайтын, денсаулығына салғырт қарайтын адамдар жасайды. Сондықтан, яғни ол жерде не әйел адамға өзінің денсаулығы, өзі қымбат болып тұрған жоқ, тек қана күйеуіне ғана сондай күшті көрінсем. Это бір жағынан бір самооценка, дұрыс емес деген сөз, да, это нездоровая самооценка, бірінші очередь. Сондықтан біз бұндай курсқа да қыздар, сабаққа да ең бірінші ниетіміз денсаулығымыз үшін, өзіміз үшін қатысуымыз керек та, тек қана күйеуіміз үшін емес, я. Ол бізге приятный, күшті, керемет бонустар ары қарай. Так, вебинар лекцияны қайдан табуға? 8 аяғым ауыр, қатысуға болады. Бірінші этапқа қатыса беріңіз, как раз сіз босанасыз, ары қарай қалыпқа келуге дұрыс болады. Онлайн түрде өтеді. Сіздерге толыққанды оңай площадкада барынша жағдай жасап көрулеріңізге мүмкіндік болады, қыздар. Қыздар, біріншісіне қатыстым, Аллаға шүкір, нәтижесін айқайлап бүкіл қыз-келіншектерге айтқым келеді дейді, машалла. Мені жалғыз бастағанамын, 20 000 теңгеге қатысуға болады ма дейді. Бірінші этапқа жақсы, ал екі этапқа бірге жоқ. Тұрмысқа шықпаған қыздарға курсқа қатысуға болады ма? Бірінші этапқа кез келгеніңіз қатыса аласыздар, қыздар. Қатысуында керек. Менің көпчегім ауырады негізі дейді. Кегіл жасап тұрам, бірақ ауырады көпчегім дейді. Яғни сізде смещение таза болған болуы мүмкін, да? Міндетті түрде остеопатқа барып бір қаралыңыз, және интимді жаттығуларды дұрыс жасау керек. Қате жасай берсеңіз, қайта осындай бір не болуы мүмкін. Кесареvaдан кейін қанша уақыт өтті, соған байланысты. Бірінші этап қатысқандарға қанша болады? Бірінші этапқа қатысқандар
қандай бағада қатыса алады? Олар да осы бағада қатысады ғой. Тек қана ананы сыйға алып өзі. Иә, сіз ол жерде егер сіз бірінші этапқа қатысып қойған болсаңыз, сізге бірінші этапқа тағы да бір орын беріледі, иә. Сіз өзіңіздің құрбыңызға, танысыңызға, біреуге сыйға тартсаңыз болады, немесе сәл арзан бағада біреуге сатсаңыз болады, оны өзіңіз білесіз. Қыздар, қараңыздар, негізі сабақтың бағасы, иә, 53 мың теңге. Бірінші этап, екінші этап. Плюс тренажер жүреді. Я, мына екі тренажер. Қараңыздар, бұл екі тренажер, мынау Москвадан, мынау Украинадан алынады. Екеуі екі бөлек. Бұл жерде бізде қаншама еңбек атқарылады. Біз ол жақпен байланыс орнатып, және бұл кез келген адамға сатыла бермейді. Мысалы, қазір сіз хабарласып Украинаға осындай тренажер алайын деп едім десеңіз, бір штук немен ғана ала аласыз да өзіңізге. Но сізге мынандай көп көлемде ол тек қана мен сияқты сертификатталған инструктор тренерларға ғана сатылады, сексологтарға ғана, иә. Яғни сол жақтан алып, міне, бәрі көріңіздер ме, мынандай қағазмен толыққанды клиникалық тексерістен өткен, барлық испытаниядан өткен, гарантиясы бар. Осы екі тренажер, қараңыздар, мыналардың весі де аз емес, мынаның сыртында тағы да коробкасы бар, міне осылай келеді. Және қыздар, осы жерде айтып кететін бір дүние бар. Көп Вагитон системасын кейде тренерлар осы тренажерді тіпті бізге де сол жақтан ұсыныс жасады да, сендер не қыласыңдар, мына екі бірдей жаңағы мына шарикті екеуін бірге салып, арзан шығады, мына біреуін ақ сала салсаңдаршы деп, көп жағдайда бұл тренажерді осылай біреуін ғана салып сатады. Бұл дұрыс емес, біз оған келіспейміз. Қымбат болса да, не жаңағыдай болса да, біз екеуін де аламыз. Себебі бастапқы кезде сіздің жаңа тонусыңыз әлсіз, әлі жаттықпаған кезде, әлі жаңа вагинальды канал кеңірек кезде сіздер мынамен жаттығасыздар. Яғни салмағы кішкене ауырлау және диаметрі үлкендеу. Егер де сіз жаңадан босанған болсаңыз, тонусыңыз әлсіз болса, 3 немесе одан көп бала босанған болсаңыз, осыдан бастайсыз да. Ал енді мүлдем тұрмысқа шыққанмен әлі бала босанбаған, тонусы жаңадай жақсырақ келіншектер не істейді? Мынамен босанады. Ал енді мен не себепті әрбіріңізге екеуін бірдей саламын? Себебі қыздар, мен үміттенем, менің қыздарым жаттығып, әдемілеп, тонустарын жақсартып, кішірейтіп, мына тренажердан бір күні мына тренажерға өтеді деп. Басында мынамен жұмыс жасап, әбден кішкене реттеп, тонусты жақсартып, кішірейтіп алғаннан кейін не істейсіз? Сосын мына тренажерға өтесте, осымен жұмыс жасайсыз. Жақсылап тұрып, нығайтып алғаннан кейін, арғарай енді сіздер сол сабақта беріледі, грузбен жұмыс жасайсыздар. Яғни сіздер бұлшық еттерді өсірумен айналысасыздар, иә? Қан айналым жақсара бергеннен кейін бұлшық ет өсіп, мүлдем тарылып, девочка боласыздар деген ба? Яғни керемет нәтижелерге жетесіздер. Сондықтан да біз тренажерді салған кезде міндетті түрде осы екеуі де болады сіздерде. Және бұған қосымша қыздар, мынаның шкала измерение деген бол, оны бөлек сатып аламыз. Кәдімгідей негізі әбден әбігерді, негізі басымды қатырмай, ойбай, сабағы қымбат дегізбей, мен 53 мыңға ғана сатып тренажерді өздерін тауып алыңдар десем болатын еді. Ол кезде сіздер қиналатын едіңіздер, іздейтін едіңіздер, мынаны өте қымбат алатын едіңіздер. Мынаның біреуімен ғана 25 мың теңгеден рынокта сатылады. Біз екеуімен бірге сіздерге 23 мың теңгеге беріп отырмыз. Еще жаңағыдай оның ішіне шкала измерения кіреді. Яғни жаңа өлшем несі бар, бөлек жаңа дуалға жабыстырылатын, иә? Оны бөлек сатып алып, соның барлығын бірге біз сіздерге 23 мыңға береміз. Ал сіздер басқа жерден мынаны бөлек сатып аласыздар, біреуімен ғана 25 мың теңгеге, жаңағыдай өлшем бірлік қойылатын нәрсесін оны бөлек сатып аласыздар. Осы және мына жаңағыдай вагинальды шар, иә, мынандай упаковкада жүретін мына вагинальды шар өте, бұлның да неше түрлі сатады, секс-шоптарда неде бар, бірақ олардың сапасын білмеймін. Ол жаңағыдай қынаптағы қышқылды ортамен байланысқа түсіп кетуі мүмкін, химиялық реакцияға түсіп кетуі мүмкін, аллергия беруі мүмкін. Сондықтан мен қорықтым, олай өздеріңіз алыңыздар. Мен білмеймін ғой, сіз қандай тренажерға баласыз, қалай мынандай вагинальный яйцаға баласыз, ол ертең сізге қалай әсер етеді. Сондықтан сіздер үшін осының барлығын, негізі бізге бұл лишний жұмыс, былайша айтқанда да, мынаның барлығын, мынаны Москвадан, мынаны Украинадан, еще Украинаның бір жаман жері таможенный союзға кірмейді олар, таможнядан өткізу деген азап мынаны бізге келгеннен кейін еще ойлаңыздаршы, Роза ханымды жібереміз біз, барып таможнядан алып кел мынаны деп. Ана таможенник еркектермен отырады, олар айтады шығарады, мынау не, түсіндіріп бер дейді. Қыздар, сіздер үшін
қыздар білсеңіздер ғой, қаншама еңбектің жатқандығын да. кезде де почтаға барсаң не салып жатсыңдар деп. Иә, админ қыздарымыз одан тағы да бір терлейді. Бүкіл ана курьерлер, почтадағылардың бәрі сұрайды, ол не салып жатсың, шығар түсіндір деп та, мынаның барлығын. Соның барлық сол процестерден сіздер өтпесінші, іздемесінші, барынша, өйткені сол тренажерді іздеп алуға ерініп қана сіз сабақтан бас тартуыңыз мүмкін да. Сол үшін қыздарға барынша удобство керек, оларға условия керек. Қыздар жасайтын болсақ, комплексті түрде бүкіл тренажерді өзіміз доставить етіп, солай условиямен ғана жұмыс істейміз деп мен командаға сондай условия қойып, Розаны, админ қыздарды терлетіп жүрген жайым бар сіздер үшін, қыздар. Сондықтан да бағалауларыңызды сұраймын, және бұл білімнің барлығына мына баға түк те емес, сіздерге айтайын, иә. Еще и бөліп, төлеп қатыса аласыздар. Еще бірінші этап тегін. Это же классно, қыздар, бағалай білген адамға. Және қашанға дейін бұндай баға болатынын білмеймін, яғни осы жылдың соңына дейін болады. Келесі жылдан бастап мүмкін ол өседі. Сонымен қатар мен тағы бір нәрсе сіздерге жариялағым келеді. Яғни Құдай қаласа мен сіздерге жыныстық тәрбие туралы курс қазір дайындап жатырмын. Өзім мен білесіздер, иә, сонымен қатар мен балалар және жасөспірімдер сексологиясы бойынша маманмын. Соған байланысты өте, және сіздерден де балалардың жыныстық тәрбиесіне қай кезде не айтамыз, қалай оған көмектесеміз деген сияқты соған да курс дайындап жатырмын. Осы курсқа жазылған қыздарға міндетті түрде сол курсқа жеңілдік болады. Өйткені барлығымыздың көкейімізде, иә, балаларымызға дұрыс жыныстық тәрбие берсек, болашақта ұлымыз сондай мықты, намысты, қыздарымыз сондай ибалы деген сияқты өздерінің арын сақтаған, комплекстерден арылған, жақсы отбасын құрған азаматтар болса деген сияқты, иә. Жұмыста болсақ үлгереміз ба дейді. Әрине үлгереміз. Гарантия қанша пайыз дейді? Ненің гарантиясы? Гарантия нәтиже, қыздар, өздеріңізге байланысты. Біздің тарапымыздан сіздерге ақпарат беріледі. Міне, мынандай құрылғылар беріледі, иә. Барынша сіздердің отчеттарыңыз беріледі. Қайсы дұрыс, не дұрыс емес жасалып жатыр. Барлығы айтылады. Нәтиже сіздің соны қаншалықты атқарып, игеріп, практика жасап, күнде қалай жаттығатыныңызға байланысты, қыздар. Егер де ақпараттың бәрін алып алып, сіз түк істемей жатсаңыз, мен немесе менің админ қыздарым сіздер үшін интимді мүшелерін жаттықтырып бере алмайды. Это невозможно. Сол үшін біз гарантия бере алмаймыз сіздер үшін. Яғни бәрібір түпкі нәтиже сіздердің еңбектеріңізге байланысты, қыздар. Я за вас интимные мышцы не могу качать, қыздар. Миоманың емі бар ма дейді? Конечно, бар, қыздар. Бірақ енді қандай миома екені, оның көлемі қандай екеніне де көп нәрсе байланысты. Тек қана тренажер сатасыз ба дейді? Жоқ, қыздар, мен тек қана тренажер сатпаймын, маған оның ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені мен жаңағы сырттан қандай бағамен алам, өзімнің қыздарыма ешқандай қоспай, тура сондай бағамен сатамын. Мен одан ешқандай пайда да ештеңе көріп отырған жоқпыз, бірақ та мен тек қана тренажерді сата алмаймын, ондай жауапкершілікті ала алмаймын. Мен білмеймін, сіз ол тренажермен қалай жұмыс жасайсыз, қалай не істейсіз, иә. Сондықтан ондай жауапкершілікті алғым келмейді. Екінші этапқа ғана қатыссам бола ма дейді? Жоқ. Егер бірінші этаптан өтпесе, екінші этапқа қатыса алмайды. Яйца клетканы қалай оятуға бола ма екен білесіз бе дейді. Яйца клетка неден? Пакет. Яғни сіздерге жаңа айттық қой уже бұны. Толық пакетті ұсынып отырмыз ғой. Тренажер кіреді, бірінші этаптың курсы кіреді, лазерлі тренажермен вагинальды шар кіреді, иә. Сонымен қатар түрлі акциялар, тегін жеткізу, барлығы осы бір пакеттің ішіне кіреді екен. Так, шайнап кеттіңдер ғой дейді. Кешіріңізші. Ішіңіз пысса, онда шығып кете салыңыз. Қыздардың сұрағы бітпей жатыр, сол үшін жауап беріп жатырмыз, иә. Қыздар опущениеға күшті дейм, лазерный тренажер алыңыздар дейді. Лазерный тренажер қолданса тарылуға бола ма? Конечно, соған жұмыс жасайды. Так, поликистозға не айтасыз? Полип, жалпы қыздар, бүкіл женский аурулар қан айналымның нашар болуынан болады негізі. Сол екі этапта бәрін үйреніп бітеміз ба дейді. Иә, қыздар, сол екі этапта сіздерге толыққанды продвинуты бүкіл уровень беріледі, иә. Барлығы үйретіледі, техникалар, практика жүзінде қалай оны қолданамыз,
қосымша тағы да ала қаласа сіздерге қылықты, күшті, келіншек деген сертификатты беріп, барлығын игертіп, 2 этаптан солай шығарып саламыз. Бүкіл өміріңізге керекті білімді аласыз, иншалла оны сосын өзіңіздің қыздарыңызға, келіндеріңізге, жалпы мұрадан атадан балаға, қыздан анаға қалдыратын, анадан қызға қалдыратын үлкен білім болып қалады, Құдай қаласа. Только бірінші этапқа қатысса 24 мың ба дейді. Тек қана 1 сентябрьға дейін 24 мың, ары қарай бағасы өседі, бірінші этаптікі ғана. Босанған соң қашаннан бастап қолдануға болады. Босанғаннан кейін қалай нифас бітеді, 40 күн өтеді, солай қатыса бересіз, жасай бересіз бәрін. Жаттығудың барлығын үйретесіз ба дейді. Әрине қыздар, иншалла. Бірінші этаптың өзінде мынадан жаттығу. Қанша жаттығу бар, қыздар кейде игеріп жаңа үлгермей жатады, я. Екінші этапта ары қарай тренажермен де, былай да, ол жақта да жаттығу жетерлік. Бәрін үйретеміз, иншалла. Бәрінің ойы ақша істеу ғой қазір дейді. Жақсы болды ғой Инстаграм деген ақшаның ордасы дейді. Я, кім қалай түсінеді? Сіз мүмкін солай түсінесіз. Кейбіреуге ол білімнің көзі, денсаулықтың көзі, я. Сондықтан кім қалай қабылдайды, соған байланысты, ниетімізге байланысты. Так, сәлеметсіз бе? Бір жақ трубка істемесе көруге, конечно, қыздар, керісінше, егер бір трубамен кейде бала көтеру қиын болып жатады, я. Жаңағы мен айтқан бізде техника бар, техника всасывания. Сол техника арқылы тезірек жаңағыдай ұрықтың жатырға жетуіне көмектесе алатын техникалар бар. Және сіз соны, иншалла, осы 2 этаптың нәтижесінде міндетті түрде үйренесіз. Бәрі кіреді. Тренажер кіреді, міне. 2 тренажер кіреді. Қылықта әйел сабағының 1 этапы кіреді тегін соның ішіне. 2 этап кіреді. Және соның барлығына қоса еще скидка жаңа болып тұр ғой, түгелдей, я. Барлығы сол 89-ның ішіне кіреді. Тренажер, доставка, 2 курс, 1 емес 2 курс кіріп тұр. Басқа қаларда тұратын қалай үйренеді. Барлық онлайн. Қыздар бізге өте көп шетелден де қатысып жатыр. Шетелдегі қазақ қыздарымыз қатысып жатыр. Сол жақта тұратын, оқып жатқан Америкадан, Нью-Йорктан қатысты, Кореядан қатысты, Дубайдан өте көп қыздар, Япониядан бар, Гуанчжоудан қыздар қатысты. Инстаграмға кіре алмай қиналды, кішкене, бірақ VPN не болмағандықтан. Тренажерді Египетке жібереді. Тренажерді Египетке дейін жіберді қыздар. Әрең дегенде тауып, бұл жақта да жаңағыдай тексеріп, әбден итімізді шығарып, бұл не үшін жіберіп жатырсың деп, я. Сол үшін сіздер кез келген қаладан қатысай аласыздар. Эндометриоидная кистаның емі бар ма? Негізі кез келген аурудың емі бар, қыздар. Неге бағасы өседі, айлық өседі деп естідіңіздер ме дейді. Жоқ, әр түрлі жаңадай нелер бар. Программа қосылады, жаңарады, қыздар. Так, кесір тілігі 2 жыл өтті бола. Әрине, я, негізі 6 айдан кейін ақ бола береді қатысуға. Қыздар, 1 этап 1 ай болады, 2 этап 3 ай болады. Яғни, 1 айда сіздер сабақты игеріп тастайсыздар 2 этапта. Ары қарай 2 ай сіздерге доступ беріп қоямыз. Яғни, қалаған кезіңізде кіресізде, ұмытып қалған жаттығуларыңызды қарайсызда, жасап, жаттыға бересіз. Үйден шығып, неден барудың қажет жоқ. Мысалға, офлайн түрде қатысатын болсаңыздар, сіздер офлайн түрде, қыздар, тек қана сізбен жаңағыдай сексуалды блоктарыңызды анықтап, психологиялық дүниелермен жұмыс жасап, қарым-қатынасты реттеуге ешқандай да көңіл бөлмейді ол жерде. Келеді, тек қана техникаларды үйретеді. Аптасына 1 рет қана барасыз. Сосын болды. Келесі жолы жаңаға 1 ай үйренесіз. 1 айда 4 рет барасыз офлайн қатыссаңыз да. Және мынаның ішіндегі 5-6 техниканы үйренесіз. Соның өзі бізде, мысалға, кез келген қалаға хабарласып білсеңіздер болады, офлайн түрде 100 мыңның үстінде өтеді. Базовый, продвинутый деп бөлінеді олар еще, я. Және сіз ұмытып қалсаңыз, сізге ешкімге оны қайталап көрсетіп бермейді. Ал мына онлайнның бір жақсы жері, сіз кез келген уақытта сабақты аша салып, видеоны көре салып, модельдің қалай жасап жатқанын қарап, толықтай игеріп, өзіңіз жаңағыдай қарай бересіз, реттей бересіз. Және қанша уақыт сізде сақталып тұрады. Яғни сіздерде қазір шанс бар, қыздар, октябрьге қазірден бастап взнос жасап, я? Өйткені біз продажаны октябрьдің басында жабамыз уже. Өйткені біз
тағы да тренажерға не жібереміз ғой дополнительно, өйткені ол таможнямен келуі, өтуі өте біраз ұзақ процесс. Сондықтан қазірден бастап сіздер первоначальный взнос енгізіп, яғни тренажердің бағасын енгізе ма, қалай істейді? Иә, 36 мың. Первоначальный взнос енгізіп, сіздер жазылып қойсаңыздар болады. Сөйтіп, октябрьде Алла қаласа соған дейін бөліп төлей бересіздер. Ақшасын қалай бөліп төлейді? Так, сіздер қазір директке тастап кетсеңіздер, қыздар информация қалдырады парақшаға. Бусинки туралы айтыңызшы дейді. Оны пайдалануға кеңес бермеймін. Қынапты тарылту мақсатында оны пайдалануға болмайды. Емдік тұрғыда білмеймін нақты, қандай шынында да пайдасы бар екенін. Ал қынапты тарылтуда ол да қандай да бір деңгейде күйікке шалдығады. Ол туу туралы айтама бұлар дейді. Жоқ, ондай туралы айтпаймыз. Ол тек қана физиология ғой. Угроза деген ол да қандай да бір деңгейде бала дұрыс тұрмайды, яғни ол да біздің жаңағы неден болуы мүмкін, интимді мүшелеріміздің әлсіз болуынан. Мысалы, тым қымбат деп жазып жіберіпсіздер да, қыздар, мысалы, жарайды, біз өзіміздің денсаулығымызға, өзіміздің білімімізге, осы ақшаны қимай, қымбат деп айтайық, сөйтіп жүре береміз, ауыр көтереміз, бірақ бәріңізде, қазір осы отырғанның бәрінде мен кәдімгі сіздермен бәстесуге дайынмын. Ең көп дегенде, бұл вумбилдинг емес, қыздар, бұл имбилдинг, интимный фитнес, оның вагетон системасы өте эффективный, нағыз жұмыс жасайтын система. Яғни әрбіріңізде ең кем дегенде бірінші, екінші стадия опущение бар. Жеңіл түрде болса да. Уақыт өткен сайын, жаңағыдай жалпы біз ауыр көтергенде жасайтын техникаларды білмегендіктен, бізде уақыт өте келе ол нәрсе бола береді. Ал енді ертең біз жүре беретін болсақ, денсаулығымызға қимай, осы жаттығулар, техникаларды үйренбей, біздің жағдайымыз қиындамаса, күшті болып кетпейді, жатырымыз өзінен өз көтеріліп кетпейді, сезімталдығымыз артып кетпейді, вагинамыз тарылып кетпейді өзінен өзі, бір сиқырлы таяқшамен. Уақыт өте келе оның барлығы тек қана әлсірей береді. Ал енді бір күні сіздің жатырыңызға екінші стадия, үшінші стадия опущение дейтін болса, ол амал жоқ, сіз ол кезде тренировкамен айналысу керек боласыз. Және төртінші стадияға Алла сақтасын кетіп қалатын болса, ол кезде ота жасауға тура келеді. Ота жасау дегеніңіз 300 мың теңгенің ең кем дегенде 300 мың теңге ота жасау. Және одан общий наркоз аласыз. Одан кейін қанша уақыт бойы қалыпқа келесіз. Одан кейін неше ауыр көтеруге болмайды, жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Тіпті одан кейін, егерде операциядан кейін де сіз оны ары қарай қалыпта ұстап, қолдап, интимді жаттығу жасап, кішкене реттемейтін болсаңыз, ол бұрынғы қалпына қайтадан түсіп кетеді. Екінші рет уже операцияға келе ма, келмей ма белгісіз, ол кезде не істеу керек болады? Органды алып тастау қажет болады. Алла сақтасын, Яғни қыздар, біз білмеймін, өзіміздің құндылығымыз, денсаулығымызға біз қымбат деймізде, бір нәрсеге экономдаған сияқты боламыз, бірақ білмейміз да, болашақта бізге сол тиімсіз экономымыз қанша шығын әкелетінін. Ал сіз бұны жасаған кезде сіз қанша проблеманы шешесіз, Яғни біз самооценкамызды реттейміз, адамдармен қарым-қатынас. Сіз мысалы күйеуіңізбен жақсы қарым-қатынаста, күйеуіңіздің сізге жылы сөзін, махаббатын қанша теңгеге бағалар едіңіз? Немесе өзіңіздің денсаулығыңызды, толыққанды сезімталдығыңызды, оргазмичностіңізді, баланы жаңағыдай екіқабат болып көтеріп жүрген кезде ешқандай осложнениесіз, выкидышсыз, жақсы, оңай, босануды сіз қанша теңгеге бағалар едіңіз, Көріңізші. Ал сіз курстан бәрін білімді игерген кезде, Алла қаласа осы нәрсені бәрін реттейтін білім аласыз, техника аласыз, осының барлығына толыққанды жаңағыдай пошаговый кәдімгі ақпарат аласыз. Керісінше, сіз қазір өзіңіздің денсаулығыңызға, өзіңізге осындай көлемде инвестиция құю арқылы сіз
қаншама болашақта пайда жасайсыз, қаншама эконом жасайсыз. Біз көп жағдайда осыны түсінбейміз да. Біз болмайтын жерден бір кейде мысалға балаларға жаңағыдай пайдалы фрукты анамнауға біз ақшаны аяймыз да үйге әкеп қоюға, иә. Сөйтеміз де бала ауырған кезде қаншама дәріге, витаминге, химиялық түрдегі ақша жұмсаймыз. Тура сол сияқты ғой қыздар бұл жерде де. Сондықтан жалпы әйел адамның бақыты неде деген кезде өзіне өзі инвестиция құюда, денсаулығына, біліміне, руханиятына. Осы үш нәрсеге инвестиция құйған әйел міндетті түрде өмірден өзінің орнын тапқан, өзін толыққанды, самодостаточный, бақытты сезіне алады. Иншалла, Алланың қалауымен әрине кез келген нәрсе. Эрозия туралы курста айтамыз, толыққанды лекция болады. Иншалла, қыздар, алтындарымыз, ол негізі біз шынайы ниет етсек та, Алладан сұрасақ, мүмкін емес нәрсе жоқ та, әйтеуір бір ретін табады біздің ниетімізге қарай. Ал біз миымызға қазір негативті беріп, я ақшасы барларға жақсы, солар қатыса берсін, амал жоқ, бізге қол жетпес арман, ол вообще оңбағансыңдар, бізді ойламайсыңдар, халыққа не деп отыра беретін болсақ, біздің фокусымыз сол жерде ғана болады. Яғни миымызда бізге тек қана сол заданияларды орындап отыра береді да. Ал ішіңізге не мақсат қойып, иншалла мен қатсам осы сабаққа, әйтеуір мен табам, реттеледі, Алла маған бір сәтін салады, мен өзіме инвестиция құйғым келеді. Өзім ең қымбат нәрсе мен үшін ол өзіммін. Егер мен болсам, мен жақсы болсам, денсаулығым дұрыс болатын болса, өмір жасым ұзақ болатын болса, балаларым да бақытты, оларды да жеткіземін деп, иә. Ал егер менің денсаулығым болмаса, мен не істей аламын? Сол сияқты ең бірінші мен денсаулығыма, өзіме инвестиция құятын болсам, барлығы реттеледі, және Алла маған соның сәтін салады деп позитивке қарай қалай бұрасыздар, миыңыз сол тапсырманы орындап береді, қыздар, иншалла. Және өтініш сіздерден да, ондай жаңағыдай сендер оңбағансыңдар, ақша не дегенде, сіздер білсеңіздер, менің өз басым қанша еңбек етем. Мынаның барлығын, я оңайлық неден келді дейсіздер ма? Мынаның барлығын жасатып, ана жақтан неден заказ беріп, алдырып, бұның барлығы не? Сіздерге ақпараттың барынша дұрыс жеткізу үшін. Мына тренажер, жалпы менің алған білімім, қыздар, өзімнің қолымда түк жоқ кезде мен 4 миллиондап, осы білімге салдым. Әлі де салып келе жатырмын, әлі де. Мен бұл білімдердің бірақ модулін, пәленбай $1000 қалын. Оның барлығын игерем, біздің менталитетке сайландырам, жазамын, зерттеймін, қабыстырамын, исламға келмейтін тұстарының барлығын алып тастаймын, қалай жасасам біздің қыздарға пайдалы болады деймін. Қанша менің білімім жатыр, команданың қанша еңбегі жатыр, мынаның барлығы доставка не, қанша операционка жұмыс жатыр, үлкен еңбек жатыр да, біз тек қана бүйтіп отырып аузымызға түссін деп отырған жоқпыз. Сондықтан да сіздердің тарапта және кез келген нәрсе нәтиже қашан болады? Энергообмен болған кезде. Сіз өзіңіз саналы түрде инвестиция құйып, өзіңіз саналы түрде ақша төлеп келген кезде ғана нәтиже шығарасыз. Қазір осы жердегілеріңіздің барлығыңызға тегін берейікші. Біреуіңіз қалаған кезде көресіз, қаламаған кезде көрмейсіз, жаттығуды жасамай сөйтесіз, нәтиже жоқ деп отырасыз. Ал егер сіз кәдімгідей ниет етіп, сұрап, кішкене бір жағдайын қарастырып, возможность іздеп, өзіңіз әйтеуір ретін тауып, ақшаны бір сәл қиналып тауып келетін болсаңыз, сіз кәдімге жадный боласыз да, мен берген ақпараттың барлығын алып алып, бірден қортып алып, бірден жасап, барынша нәтиже алуға тырысасыз. Ол сізге керек нәтиже. Сондықтан қыздар, бұл жерден екі жақтама жұмыс керек. Мен жаңа айтып өткенімдей, мен сіздер үшін интимді бұл шығетті тренировка жасап бере алмаймын, жаттықтырып бере алмаймын, қыздар. Сіздер үшін сезімталдылықты оятып бере алмаймын. Менің қолымда сиқырлы таяқша жоқ. Мен барынша ақпаратты берем, сіздер жұмыс жасай. Қазақ аудиториясына келіп жатқанына, мен өзім қатты соны мақсат тұтып, бізде осы біздің орталық ең алғашқы қарлығашы осындай ақпараттың кең таралып онлайн түрде барлық қыз балаларға жетуіне. Біздің осы бағытта жұмыс жасап жатқанымызға 1 жылдың көлемі болды. Мен халықаралық федерацияның мүшесімін, осы сексолог маман ретінде әйелдердің проблемасын зерттегеніме, біз 1 жылдан бері біздің опытымызда, біздің тәжірибемізде қаншама қыздар болды, қаншама нәтижесін көрген аруларымыз болды. Және біз өзімізді осы салада нөмір 1 деп толыққанды есептейміз, иншалла. Өйткені шынында да осы
Қазақстанға осы ақпаратты қазақ тілінде жеткізген алғашқы орталық болып табыламыз, иә. Және біз методикамызда басқа нәрсенің барлығы толыққанды жаңағы реттелді. Оған 100% көзіміз жетеді қазір. Біз барынша енді тырысып жатырмыз. На то пошло операция сексқа 9000 бірнешеу болады дейді. Түсінбейді. Мен де түсінбеймін. Так, сондықтан солай қыздар. Қазір міне мына ақпаратқа қыздар шығарып қойды. Қаласаңыздар толыққанды төлем бойынша, бөліп төлем бойынша осыған ақпаратты ала аласыздар. Скрин жасап алыңыздар. 3 кесареvaдан кейін табиғи жолмен босануға бола ма дейді. Дара орталығы бар ғой дейді. Я бар, қуаныштымыз осы онлайн сфераға ары қарай дамып, осылай қосылып жатқанына, я. Онлайн түрде жаппай ақпаратты таратуды бастаған біздің орталық. Онымен ешкім оған қарсылық келтіре алмайды, және оны теріске шығара алмайды. 1 жыл бұрын онлайн түрде жаппай осы ақпаратты таратып, қазақ аудиториясына жаппай жеткізе бастаған осы Алматы әйелдер орталығы. Иншалла қыздар да оны біледі, иә. Сондықтан қыздар, барлықтарыңызға Алла разы болсын. Барлықтарыңызға Алла тағала сондай мықты денсаулық, ризық несібелеріңізді арттырып, иә. Керісінше біз ойлаймыз да, ақшам көбейген кезде ғана менің өмірім күшті болады. Ақшам болған кезде ғана мен осындай қатысамын деп. Тіпті керісінше әйел адам қашан өзіне көңіл аударып, өзіне инвестиция сала бастайды, сол кезде оған ризықтың есіктері ашыла бастайды, қыздар. Оны өзімнің тәжірибемнен айта аламын. Мен өзім басынан соны өткіздім. Толыққанды ол шынында да әйел адам қашан өзіне қиып, қашан өзін жақсы дүниелерге лайық санап, қандай жағдай болса да өзіне инвестиция әйтеуір табады, ол міндетті түрде қаншама еселеп қайтады оның өміріне, ниетіне байланысты әрине. Сондықтан эфирді сақтадық. Басынан бастап алдыңғы эфирдегі ақпараттар өте мол болды. Қарап шықсаңыздар болады. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Жақсылық тілеймін. Дұғаларыңызда болсын иншалла. Ниет етіңіздер, сұраңыздар. Алла тағала сұрағанның барлығын беруші, оған күмән келтірмеңіздер. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін және күтемін. Қылықты, керемет, дені сау, мықты келіншектер болайық. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.